Қыз кездейсоқ жүкті болып қалады. Бірақ ол кедей болғандықтан баланың әкесіне менсінбей қарайды. Сондықтан ол баласынан жасырын түрде құтылу үшін ауруханаға барады. Күтпеген жерден ол бір түндік қарым-қатынаста болған әкесі Джекпен кездеседі. Сын Чжу бір кездері бай және бұзылған қыз болған. Ол бүгін ғана шетелден оралды. Бірақ кенеттен отбасының банкротқа ұшырағанын естіді. Оған анасы қоңырау шалып, үйге барма дейді. Бірақ ол оған мән бермейді және бәрібір жоғарыға жүгіреді. Ол ішке кірген бойда анасының қарызын төлеуге мәжбүрлеген адамдарды көреді. Сон Чжу бөлмеге баса көктеп кіріп, оларға кет деп айқайлайды. Ол полицияға қоңырау шалу үшін телефонын суырып алады. Бірақ әлдебір әйел оны одан тартып алады. Ол Сын Чжу мен анасына ақша төлеуді ескертеді. Содан кейін олар үйдегі барлық құнды заттарды алып кетеді. Сын Чжу ол болмаған кезде оның отбасының соншалықты өзгергеніне сене алмайды. Тек ойын-сауықпен айналысатын анасы не болып жатқанын білмеді. Қазір Сын Чжудың әкесі түрмеде отыр. Ол және оның анасы үлкен үйін сатуға мәжбүр. Олар кішкентай, тозығы жеткен жалдамалы пәтерге көшіп жатыр. Бірақ оның анасы мұндай қиын өмірге шыдай алмайды. Тіпті тарақан оны қорқыныштан айғайлайды. Ол Сын Чжуға көлігін сатып, үлкенірек пәтер сатып алуға кеңес береді. Бірақ Сын Чжу анасына шындықпен бетпе-бет келуді айтады. Сен енді байқаным емессің. Сол күні кешке ренжіген Сын Чжу көшедегі дүңгіршекте жалғыз ішіп алды. Сол жерде ол өзін жасырын жақсы көретін бейшара жігіт Джекпен кездесті. Джек Сын Чжудың мас күйінде үстел үстінде ес-түссіз жатқанын көрді. Ол оны бұл күйінде жалғыз қалдыра алмады. Сондықтан оны басқа амалсыз жақын маңдағы мотельге апарды. Джек Сон Чжуды жақын маңдағы мотельге апарды. Ол оны жатқызып, кетуге дайындалып жатқанда, Сон Чжу кенеттен оянып, өзін жалғыз сезініп, оны шақырды. Қайғылы, оған оны жұбататын біреу керек. Ол Джектен өзіне ұнайтын әйелмен бетпе-бет келу үшін онымен бірге тұра алатынын сұрайды. Джек жоқ деп айта алмайды. Бірақ келесі күні таңертең оянғанда Сон Чжу кетіп қалды. Ол оған үстелге жазба қалдырады. Жазбада оны сол түні болған оқиғаны ұмытуға шақырады. Джек жауапкершілікті өз мойнына алғысы келеді. Бірақ оның бәрін сол күйінде қалдырудан басқа амалы жоқ. Ол осымен аяқталады деп ойлайды. Бірақ көп ұзамай Сон Чжу кенеттен ауырып қалды. Таңғы ас кезінде анасы оның жүкті болуы мүмкін деп қалжыңдады. Бірақ ол мұны айтқан бойда анасы мұның рас болуы мүмкін екенін түсінді. Сон Чжу есеңгіреп бозарып кетті. Анасы бұл кісінің кім екенін білгісі келеді. Бірақ Сон Чжу Джек сияқты бейшарамен ұйықтағанын мойындай алмайды. Ол анасынан қорытынды жасауға асықпауын өтінеді. Ол жай ғана іші ауыратынын айтады. Келесі күні Сон Чжу қобалжып ауруханаға барады. Бірнеше сынақтан кейін дәрігер оған жүктіліктің 8-ші аптасында екенін айтады. Сон Чжу мұны анасына қалай түсіндірерін білмей уайымдаған көрінеді. Осы кезде Джек әпкесімен бірге ауруханаға апайына қонаққа келеді. Тағдыр оларды қайтадан біріктіреді. Сон Чжу жуынатын бөлмеде жасырынып, жүктілікті басқаруға арналған нұсқаулықты екі ойлы түрде қарап отыр. Оның бай жігітке деген сезімі әлі де бар. Бірақ ол осы жылдар ішінде одан бірнеше рет бас тартты. Ақыры ол анықтамалықты қоқыс жәшігіне лақтырып жіберді. Бұл оның баласын үйде қалдыра алмайтынын білдіреді. Бірақ ол кездейсоқ үйден шығып бара жатқанда Джектің әпкесіне тап болды. Қыз еденде тастап кеткен анықтамалықты көріп, Сон Чжу оны ұмытып кетті деп ойлады. Ол оны қайтару үшін артынан жүгірді. Бірақ Сон Чжу бұл оның кітабы емес екенін айтты. Содан кейін Джек оның қасына барып, Сон Чжуды таныды. Сын Чжу үндеместен көзге тиюден аулақ болады. Ол тез кетіп қалады. Оның әпкесі олардың бұрын кездескенін білмейді. Джек әпкесінің анықтамалығын алып кетеді. Ол оны ашып, ішінен Сын Чжу есімін көреді. Ол бала менікі болуы мүмкін деп ойлайды. Ол шындықты білу үшін ұлы Чжуды тоқтатады. Ұлы Чжу Джектен жүкті екенін мойындайды. Бірақ ол оның жауапкершілікті өз мойнына алғанын қаламайды. Джек одан мүмкіндік беруін өтінеді. Ол оған адвокаттық емтихан тапсырғанын айтады. Енді ол оны және баласын асырай алады. Соған қарамастан, Сон Чжу оны әлі де қабылдамайды. Үйде анасы баланың әкесі кім екенін сұрайды. Бірақ Сон Чжу баланы өз үйінде қалдырғысы келмейді. Сондықтан әкенің кім екені маңызды емес. Анасы оны жаман жігіт деп ойлайды. Ол ашуланып айғайлайды. Ол әкесімен бетпе-бет келуді шешеді. Сон Чжудың жауапкершілікті өз мойнына алып, адвокаттық емтихан тапсыруға дайын екенін мойындаудан басқа амалы жоқ. Мұны естіген анам бірден көз қарасын өзгертеді. Ол тіпті Сон Чжуға тартынбауын өтінеді. Біздің отбасымыз бұрынғыдай бай емес. Егер сіз болашағы жақсы адамды кездестірсеңіз, оған тезірек үйленіңіз. Бірақ Сон Чжу өзіне ұнайтын жігітті әлі ұмыта алмайды. Ол сүйген бай мұрагермен тағы бір рет кездеседі. Ол оның сезіміне соңғы рет көз жеткізгісі келеді. Бірақ ер адам әлі де тек дос болғысы келетінін айтады. Олардың ешқандай мүмкіндігі болмағандықтан Сын Чжу одан мүлде бас тартуды шешеді. Ол кедей жігіт Джекке қолын созады. Көп ұзамай ол енесін болашақ үйлеріне қарауға келеді. Үй аздап тар. Бірақ Джектің тұрақты жұмысы болғандықтан қайын енесі бұған құлықсыз келіседі. Бір күні Джек әжесін таныстыру үшін Сын Чжуды ертіп барады. Джек жетім, ол әпкесі Дон Химен бірге әжесінің қамқорлығында өсті. Сын Чжу үйге кіре салысымен бақытсыз болып көрінеді. Бірақ әжесі оның жайсыздығын байқамайды. Ол Сын Чжудан оның жағдайы жақсы ма деп сұрай береді. Ол қызға мейіріммен қарайды. Сын Чжудың жүкті екенін естіген әжесі қуаныштан жылай жаздады. Немересінің жайғасып жатқанын көріп,
көңілі босады. Дон Хи үйге жүгіріп келгенде Джек пен Сын Чжудың кетіп қалғанын көрді. Дон Хи болашақ жеңгесімен кездесуге өте ынталы. Ол үйге ерте келмегеніне өкінеді. Оның жақын арада апай болатынын естіген Дон Хи ағасы үшін қатты қуанады. Олар 3 адамнан тұратын отбасы бақытты өмір сүреді деп ойлайды. Бірақ күтпеген жағдайлар сіз күтпеген кезде болады. Бүгін Джек әжесінің туған күнін тойлау үшін ауылға барады. Кеш болды. Сондықтан ол келесі күні таңертең қайтуды шешті. Түнде оған күтпеген жерден қайын енесі телефон соғады. Сонг Джу мерзімінен бұрын босанғалы жатыр және босанғалы жатыр. Анасы оны ауруханаға апарады. Ол Джекке тез арада оралуын айтады. Джек әжесімен қоштаспай-ақ асығыс кетіп қалады. Бірақ бұл шалғай аудан түн ортасында такси таба алмай қиналады. Джек біреу көмектесу үшін тоқтайды деп үміттеніп жол бойында тұр. Бірақ көліктер ұзақ уақыт тоқтамайды. Джек ауруханада жатқан әйелі үшін қатты уайымдайды. Ол бұл жолы үлкен тәуекелге барады. Ол көлікті тоқтату үшін жолдың ортасына жүгіріп шығады. Бірақ ол мұны білмейді. Жүргізуші ұйықтап, қорылдап жатыр. Жүргізуші оны көре алмайды. Джекті көлік қағып кетіп, жол жиегіне құлап түседі. Жүргізуші оның жағдайын тексеру үшін көліктен тез түсіп кетеді. Соңғы демінде Джек әйелінің атын айтып айқайлайды. Осы кезде Сон Джу ауруханада дені сау ұлды дүниеге әкеліп жатыр. Джек келмеген соң ол уайымдай бастайды. Ол телефон соғып, оның қайда екенін сұрайды. Бірақ ол күйеуінің қайтыс болғаны туралы хабарды естиді. Сонг Джу не істерін білмейді. Енді оған және балаға кім қарайды? Анасы оның шошып кеткен түрін көріп, "Не болды?" деп сұрайды. Ол жол апатынан қайтыс болды. "Сен не дедің?" Ұлы Джу ұлы оған ауыртпалық түсіреді деп қорқады. Ашуланған ұлы Джу баласын күйеуінің әпкесіне қалдырып кетеді. Дон Хи үйге келгенде бөлмеде баланың жылап жатқанын естиді. Ол ішке кіріп, еденде жатқан бейтаныс баланы көреді. Ол Сын Джудың жазбасын оқып, оның ағасы Джектің баласы екенін түсінеді. Бірақ қазір Джек қайтыс болды. Олардың әжесі бұл күйзелісті жеңе алмады. Ол да қайтыс болды. Әлі мектепте оқитын Дон Хи балаға қалай қарайды? Ол Сонг Джуға қоңырау шалу үшін Джектің телефонын алады. Бірақ Сонг Джудың телефоны өшірулі. Оның орнына Дон Хи Сонг Джудың анасына хабарлама қалдырады. "Сәлем, мен Дон Имін, Джектің әпкесі. Сіз баланы әжемізге қалдыруды жоспарлап отырсыз ба? Бала тәрбиесіне. Біздің әжеміз Джек апатынан кейін қатты ренжіді. Ол қайтыс болды." Мұны естіген Сонг Джу дүрбелеңге түседі. Оның анасы баланы қайтарып алуды ұсынады. Бірақ Сонг Джу бас тартады. Ол баланы дүниеге әкелді. Себебі Джек жауапкершілікті өз мойнына алуға уәде берді. Енді ол қайтыс болғаннан кейін оның әпкесі оған қамқорлық жасау керек. Егер ол баланы тәрбиелей алмаса, оны балалар үйіне жібереді. Сонг Джу анасынан телефон нөмірін өзгертуін сұрайды. Сондықтан Дон Хи олармен байланыса алмайды. Анасы оның қатыгездігіне таң қалды. Бірақ ол да бұл келеңсіздіктерді шешкісі келмейді. Сондықтан ол жағдайды елемейді. Оның амалы жоқ. Баланы нағашысына апарады. Ол нағашысына баланы өзі тәрбиелейтінін айтады. Бірақ оның тәтесі бұған үзілді-кесілді келіспейді. Ол Донг баланы анасына қайтару керек деп санайды. Оның айтуынша, Донг ол әлі орта мектепті бітірген жоқ. Ол балаға қалай қарайды? Донг оның бұл сұраққа жауабы жоқ. Ол нағашысына бұл туралы тағы ойлануға уәде береді. Сол түні Донг ол кездейсоқ апасының Беннің баласын балалар үйіне жасырын түрде жіберуді жоспарлап жатқанын естиді. Жиенінің жетім қалуын қаламай, заттарын жинап, Бенмен бірге кетіп қалады. Таң атқанда нағашы апасына уайымдамауын өтінген жазба қалдырады. Ол өзіне жақсы қарайтын болады. Ал Бен Донг ағасының баласына Бен деп ат қояды. Ол Бенді өз ұлындай тәрбиелеуге шешім қабылдады. Өмір өте қиын болса да, ол Бенге қамқорлық жасау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Донг Хе аман қалу үшін толық емес жұмыс күнін іздейді. Бірақ ешбір бастық баласы бар адамды жұмысқа алғысы келмейді. Жұмыс табу оңай емес, бірақ Донг Хе бас тартпайды. Балаға күтім жасау ол ойлағаннан әлдеқайда қиын. Бір күні түнде Беннің қызуы кенет көтерілді. Донг Хе не істерін білмей шошып кетті. Ол Бенді ауруханаға апарады. Бірақ оның негізгі емтиханға да ақшасы жоқ. Бақытымызға орай, бір мейірімді адам оның проблемаларын байқап, ол үшін медициналық төлемдерді төледі. Кейін бұл мейірімді адам оларды үйіне алып кетті. Сапар барысында ол Дон Хидің жағдайын білді. Ол Дон Хиге Бенді жетімдер үйіне жіберуге кеңес берді. Ол бала оның болашағын құртпауы керек деді. Дон ол мұның бәрі рас екенін біледі. Бірақ жиенін өз отбасы 2 рет тастап кеткенде ол шыдай алмайды. Ал бұл арада баланың нағыз анасы дизайнер болу арманын жүзеге асыру үшін әр күнін өткізеді. Ол бір кездері ұлы болғанын ұмытып кеткен сияқты. Бейшара Донг ол бәрін жалғыз өзі шешуі керек. Бір күні сәбиіне сүт дайындап жатқанда, ол кейін сүт қоспасының мүлдем бос екенін көрді. Ол әмиянын тексерді, бірақ жаңа банкада ала алмады. Оны сумен сұйылтудан басқа амалы қалмады. Бірақ содан кейін жағдай одан сайын нашарлай түседі. Үй иесі қайта қоңырау шалып,
ретті талап етеді. Бұл Дон Хені қиын жағдайға душар етеді. Ол және бала шынымен де үйсіз қалуы мүмкін бе? Ол бенді балалар үйіне жіберуді ойластырып жатыр. Мүмкін бұл соншалықты жаман болмас еді. Кем дегенде ол онымен бірге аштан өлмес еді. Ол директорға ақша тапқан бойда оны қайтарып алатынын айтты. Директор басын изеп келісімін берді. Бірақ ол кетіп бара жатқанда Беннің жылағанын естіді. Оның жүрегі жарылып, оны қайтарып алды. Сондықтан Дон Хи көшеде парақшалар таратып, Бенді тәрбиелеуді жалғастыруда. Ол бейтаныс адамдардың өсек аяңына мән бермейді. Содан кейін ол Бенді тастап кеткен анасы Сонг Джуға тап болады. Бірақ олар ешқашан кездеспегендіктен олар бір-бірін танымайды. Донг қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай ол жақсы адам Кевинмен қайта кездеседі. Кевин оны мейрамханаға апарады. Ол оған бір тостаған жылы тұшпара сорпасына тапсырыс береді. Бұл жер оныкі екен. Ол Донг Хиге мейрамханада жұмыс істеуге рұқсат беріп қана қоймай, оны және оның отбасын баспанамен қамтамасыз етеді. Донг Хи оған мейірімділігі үшін өте риза. Ол басы иіп Кевинге ризашылығын білдіре береді. 8 жыл зымырап өтіп жатыр. Бен сәбиден үлкен балаға айналады. Ол табиғи түрде Донды имам деп атайды. Дон Хи өзінің қарапайым өміріне риза. 8 жыл бірге болғаннан кейін Кевин Дон Хиді өзінің қызы ретінде көреді. Ол Бенге өзінің туған немересі сияқты қарайды. Бұл арада Сонг Джу өзінің арманына жетеді. Ол әйгілі дизайнерге айналады. Тіпті шетелдік клиенттер де оның жұмысын мақтайды. Бірақ ол балалы болғанын жасырады. Дон Хи баласы үшін колледжді тастап кеткен. Ол күнде тынымсыз еңбек етеді. Бірақ ешқашан шағымданбайды. Бір күні тамақ әкеліп жатқанда Дон Хи бай мұрагер Чаюльді кездестіреді. Осы сәттен бастап олардың тарихы басталады. Чаюл камерасын жаңа ғана келген таксиге тастап кеткенін есіне алды. Көп ойланбастан таксиге жету үшін Дон Хидің велосипедін тартып алады. Дон Хи Ча Йеннің ағасын өлтірген адам екенін әлі білмейді. Ұрыны тоқтат. Дон Хи оның шығынын өтеу үшін бағалы заттарын іздеп сөмкесін ашады. Бірақ сөмкеде тек кейбір киімдер мен сасық шұлықтар бар. Жақын жерде тұрған күзетші оған бұл туралы еске салады. Дон ақыры полиция шақыру керек екенін есіне алды. Осы кезде Ча Йен таксиге тез жетіп қалады. Ол камерасын қайтарып алмақшы болғанда кенеттен оның жолын көлік жауып қалады. Полиция оны көлік ұрлағаны үшін қамауға алды. Бай жігіт кешірім сұрамайды және Донгимен айтысады. Бұл тым көп. Мен саған арқамды беріп қойғанмын. Полицияға қалай хабарласуға болады? Сенің кесіріңнен камерамды жоғалтып алдым. Донг ішінде тек арзан киім бар дейді. Мені ақымақ деп ойлайсың ба? Че Йен төлқұжаты әлі сол жерде екенін айтады. Бұл әлемдегі ең құнды нәрсе. Донг ол паспорты киімде болады деп күтпеген. Енді ол өзін алдап кеткендей сезінеді. Че Йен айыппұлын төлеп кетіп қалады. Ол бәріне Дон Хиді кінәлайды. Ол оны камераны табуға көмектесуге мәжбүрлейді. Олар дүкенге барады. Такси жүргізушісі бірдеңе сатып алу үшін осында тоқтады. Ча Йен қауіпсіздік камерасының нөмірін тексергісі келеді. Бірақ қызметкер оларға иесінің рұқсаты қажет екенін айтады. Иесі оқиға орнында жоқ. Сондықтан ертеңге дейін күтуге тура келеді. Олар келесі күні түстен кейін сағат 3-те кездесуге келісті. Келесі күні оған телефон соғылды. Қоңырау шалушы ағасының жол апатына ұшырағанын көргенін айтты. Донг Хи Чаюлға берген уәдесін ұмытып кетті. Өйткені ол осы жылдар бойы ағасы Джекті өлтірген адамды іздеді. Ол ең кішкентай ілмек болса да бас тартпайды. Бірақ ол үмітке толы жерге келгенде ол адамның тек ақшалай сыйақы алу үшін келгенін біледі. Бақытымызға орай Донг үшін ол сақтық танытады. Ол Джектің сол күні не кигенін сұрайды. Ер адам оның сөзіне сүрінгенде Донг оның өтірік айтып тұрғанын түсінеді. Сендер өте қорқыныштысыңдар. Қалайша бәрің осындай бола аласыңдар. Осы уақытта Ча Юль Дон Хиді күтуді жалғастыруда. Ол дүкен иесімен бірге бақылау камераларындағы жазбаларды қарап жатыр. Бірақ кадрларда жүргізушінің дүкенге қалай кіргені ғана көрінеді. Мемлекеттік нөмір көрінбейді. Енді олардың жалғыз ілгегі жоғалып кетті. Бірақ бақытымызға орай көп ұзамай біреу камераны оған қайтару үшін Че Йенға хабарласты. Қуанып, Че Йен кездесу орнына асығады. Ол жаңа ғана келген Дон Хидің жанынан өтіп бара жатыр. Сол күні кешке Дон Хи жұмыстан кетейін деп жатқанда ол тамақ жеткізуге тапсырыс алады. Бұл қайталанатын тұтынушы болғандықтан ол бас тарта алмайды. Ол білмейді. Оның ағасының әйелі Сонг Джу осы компанияда жұмыс істейді. Олардың бөлімі үлкен қиындыққа тап болды. Шетелге жөнелтуге арналған киім үлгілері бүлінген. Оларды ауыстыру үшін шұғыл түрде тігінші керек. Бірақ таңертең бітіретін адамдары жетпейді. Дон Хидің тігіншілікке деген ерекше қабілеті бар. Сын Чу Дон Хиді тоқтатып, жұмысты аяқтауға көмектесуін сұрайды. Түні бойы жұмыс істегеннен кейін Дон Хи олардың көңілін қалдырмайды. Ақырында ол оларға шетелге жеткізуге арналған киім үлгілерін аяқтауға көмектеседі. Кейінірек Сеун Чу Дон Хиге үнемі тамақ жеткізетін Дон Хи үшін жомарттықпен ақша төлейді. Осыншама көп ақша табу оны қатты қуантады. 8 жылдан бері оның тәтесі Дон Хиді іздеп жүр. Амалы таусылған апай жолда абайсызда құлап қалады. Содан кейін оған кішкентай бала жүгіріп келіп, оның жағдайы жақсымы деп сұрайды. Тәтесі бұл оның жиені Беннің баласы екенін білмейді. Балаға қарап, ол онымен бірден байланысты сезінеді. Ол кетер алдында Бенге тамақ үшін біраз ақша береді. Кенет ол таныс дауысты естиді. Ол бұрылып қараса, жиені Дон Хиді көреді. Ол оны 8 жыл бойы іздеді. Энни Дон Хи. Энниді көргенде көз жасын тия алмайды. Ол Донды біледі.
оның өмірі қиын болған болу керек. Ол Бенді жалғыз өсіру қаншалықты қиын болғанын түсінеді. Тәтесі Донға өзін кінәлі сезінеді. Егер ол Бенді Донды жіберуге тырыспаса, ол соншалықты азап шекпес еді. Анасының ренжігенін көрген Бенде жылай бастайды. Бірақ Донг оған бұл бақыттың көз жасы екенін айтады. Содан кейін ол Бенді Эндимен таныстырады. Бұл мен жиі айтатын үлкен тәтем. Беннің қаншалықты тәтті және әдепті екенін көрген Энди оны қатты құшақтап кешірім сұрайды. Кейінірек Донг тәтесімен бірге үйіне қайтады. Бүкіл отбасы Бенді қатты жақсы көреді. Тәтесі Донг Хеден қайтып келіп, олармен бірге тұруын өтінеді. Бірақ Донг Хе тәтесінің отбасын мазалағысы келмейді. Ол Бенмен бірге пәтер жалдауға жеткілікті ақша жинауды жоспарлап отыр. Бірақ оның тәтесі шешім қабылдады. Ол Донг Хе сәтсіздікке ұшыраған жылдар бойы оның орнын толтырғысы келеді. Донг Хедің жеткізу бөлімінің бастығымен қоштасудан басқа амалы жоқ. Бастық оның отбасымен қайта қауышатынына қуанышты. Ол сондай ақ Донг Хе тамақты мәңгілікке жеткізбеуі керек деп санайды. Бұл оның сән дизайнындағы талантын босқа кетірер еді. Бұл арада Сон Чжудың бөлімшесінде кадрлар жетіспейді. Ол көмекшісінен жұмыс туралы хабарландыруды желіде жариялауды сұрайды. Соңғы рет болған оқиғадан кейін Сон Чжу бірден Донг Хе туралы ойлайды. Ол Донг Хеге осы жұмысқа орналасуға кеңес береді. Донг Хедің жұмысы сәтті таңдалды. Бірақ бәрі оның қабілетіне күмәндануда, өйткені Донг Хе орта мектепті енді ғана бітірді. Бірақ Сон Чжу нағыз талантты біліміне қарап бағалауға болмайды деп санайды. Донг Хедің жаңа жұмысын тойлау үшін тәтесі оған несие картасын сыйға тартты. Ол оған 2 әдемі киім сатып алуды бұйырды. Ол тіпті Донг Хеге қымбат нәрсені таңдауды талап етті. Донг Хе сауда орталығына барып киетін киімін таңдайды. Бай мұрагер кездейсоқ сол сауда орталығында сауда жасайды. Донг Хе кассада апасының картасын пайдаланбайды. Оның орнына ол бөліп төлеуді жөн көреді. Бірақ кейін ол телефонын ұмытып кеткенін түсінеді. Ол қайтадан киім ауыстыратын бөлмеге асығады. Ол пердесін итеріп жібергенде Чи Йеннің ішінде киім ауыстырып жатқанын көреді. Екеуі де есеңгіреп, көздерін бақырайтып қатып қалады. Сен не істеп жатырсың? Мүмкін ол қатты толқып кеткендіктен Чай ел кездейсоқ тобығын бүгіп, ескертусіз тікелей Донг Хедің үстіне құлап кеткен шығар. Бірақ ол бұрын ешкіммен кездеспегенде, оған не болып жатқанын түсіну үшін біраз уақыт қажет. Шошып кеткен, ол оны тез итеріп жібереді. Ол оның ұялғанын көргенін қаламайды. Ол Шаулға арқасымен тұрып кешірім сұрайды. Шаул дұрыс киіну үшін киім ауыстыратын бөлмеге қайтады. Дүкенші телефонын тауып алды ма деп сұрайды. Белгілі болғандай, Донг Хе телефонын бұрын киім ауыстыратын бөлмеге тастап кеткен. Чау оны беру үшін қолын созады. Донг Хе одан тағы да шындап кешірім сұрайды. Бірақ Чи ел мұны оңай қалдырмайды. Ол камераның артында кездесуі керек кезде оны неге тастап кеткенін сұрайды. Донг Хе сол күні оның басқа амалы қалмағанын айтады. Бірақ Чи ен оның сылтауын тыңдағысы келмейді. Әйтеуір, бір-бірімізді қайта көруіміз екіталай. Бірақ тағдыр оларды біріктіріп үлгерді. Дәл солай болды. Бүгін Донг Хе жаңа компанияда сұхбат алатын күн. Басқа жақсы байланысқан үміткерлермен салыстырғанда Донг Хедің біліктілігі шамалы болып көрінеді. Бірақ ол әлі де бас тартпайды. Ол ешқашан колледжде оқымағанын және сән саласында ресми білімі жоқ екенін мойындайды. Бірақ оның тігін өнеркәсібіне деген құштарлығы күшті. Сұхбат беруші оның неліктен мектепті тастап кеткенін сұрағанда, Донг Хе бір сәт үнсіз қалады. Содан кейін ол 8 жасар ұлы бар екенін мойындайды. Бұл Сон Чжуды таңғалдырады. 20 жасар қыздың мұндай үлкен баласы қалай болады? Бір кездері жаңа туған ұлын мансап жолына тастап кеткенін есіне алғанда, ол Донг Хедің батылдығына тәнті болады. Бірақ ол Донг Хедің ұлы бірнеше жыл бұрын тастап кеткен бала екенін білмейді. Донг Хе ойлағандай, ол сұхбаттан өте алмады. Сон Чжу оны тоқтатады. Ол баланың келуі Донг Хедің қосымша жұмыс уақытына әсер ете ме деп сұрайды. Сон Чжу Донг Хедің жауабын жақсы көрді. Сұхбат беруші басқа біреуді жалдауға шешім қабылдады. Бірақ Сон Чжу Донг Хеге мүмкіндік беруді талап етеді. Бірақ ол көп ұзамай бұл шешіміне өкінеді. Донг Хе оның қоңырауы бойынша жұмысқа орналасқанда ол сене алмайды. Жиенінің арманын жүзеге асыруға мүмкіндігі бар екенін естігенде, тәтесі Донг Хеден де қатты қуанды. Олар бір-бірін құшақтап қуаныштан жылайды. Сон Чжу оның командасына жұмбақ адам тағайындалғанын білді. Ол бұл кім деп ойлайды. Бірақ ол профильге қараған кезде оның өзіне ұнайтын бай мұрагер Чи Йен екенін білді. Сон Чжу Чи Йен компанияға ол үшін келді деп ойлайды. Бірақ олар 8 жыл бойы бір-бірін көрмеді. Чи Йенға жақсы әсер қалдыру үшін Сон Чжу дайындалу үшін келесі күні ерте тұрады. Ол тіпті Чи Йен оған назар аударады деп үміттеніп, түрлі түсті киімдер киеді. Анасы оның өзін басқаша ұстайтынын көреді. Ол Сон Чжудың жігіті бар деп ойлайды. Сон Чжу жұмысқа келгенде, оның жанынан өтіп бара жатқан Чи Йенні көреді. 8 жыл өтті. Ол әлі де сол қалпында. Ол оған сәлем айтқысы келеді. Бірақ оны әріптесі тоқтатады. Донг, ол да компанияда жұмыс істейді. Екі қарсылас күтпеген жерден тағы кездесті. Екеуі бір-бірін көргенде шошып кетті. Бірақ Донг ол білмейді. Бүкіл компания Чи Йен отбасына тиесілі. Чи Йен ол жерде тек көңіл көтеру үшін жұмыс істейді. Сон Чжу келіп Чи Йенмен амандасады. Чи Йен Сон Чжудың да сол жерде жұмыс істейтінін және оның бастығы екенін түсінеді. Донг Хе тітіркеніп кетті. Оның Чи Йенмен күнде кездесетінін біліп, оның көтеріңкі көңіл күйі бұзылады.
Сонг Джу әріптестерімен танысады. Кезек Чи Йенға келгенде, ол жай ғана «Привет, мен Чи Йенмін» дейді. Оның қойылымы өте қысқа. Сонг Джу оған тез арада тағы бір нәрсе қосады. Әріптесі олардың бір-бірін қалай танитынын сұрайды. Сонг Джу олардың колледжде сыныптас болғанын айтады. Шай ел ешкімнің оның шынайы болмысын білгенін қаламайды. Сондықтан ол өзін қарапайым қызметкер ретінде көрсетеді. Сонг Джу әріптесінен оларға айналаны көрсетуін сұрайды. Әріптесі дәретханаға барғанда, олар қайтадан ұрыса бастайды. Дәл сол жерде олар тұрған жерде. Олар ақымақтықпен ұрысып қалған ерлі зайыптыларға ұқсайды. Олар әріптесі қайтып келгенде дауды тоқтатады. Сонг Джу жалғыз қалғанда Ча Йенға жасырын түрде жақындайды. 8 жыл бұрын Ча Йен одан бірнеше рет бас тартқан. Енді оны қайта көргеннен кейін, ол тағы да үміт сезінеді. Әсіресе оның әлі үйленбегенін білгеннен кейін, ол өз бақытын жасыра алмайды. Сонг Джу Чи Йенді сол түні кешкі асқа шақырады. Чи Йен бұл жай ғана ескі достардың кездесуі деп ойлайды және еш ойланбастан келіседі. Шын мәнінде Чи Йеннің ағасы Питер Сонг Джуды жақсы көреді. Бірақ оның оған деген сезімі онша емес. Питер оны кездесуге шақырғанда, Сонг Джу бірден жоқ деп жауап береді. Ақыры кешкі ас уақыты келді. Осының бәрінен кейін Чи Йен Дон Хиді шақыруға тырысады, бірақ жауап ала алмайды. Дон Хи оны елемейді деп ойлап, жалғыз кетіп қалады. Дон Хи зерттеу жүргізіп, уақытын жоғалтып алды. Кеңсеге қайтып келгенде, ол бәрінің қайда кеткенін білгісі келеді. Әріптестер түскі астан қайтып келеді. Олар Чи Йен Дон Хиге айтты деп ойлады. Бірақ Дон Хи Чи Йен оған қулық жасады деп ойлайды. Жұмыстан кейін әріптестері жаңа қызметкерлерді марапаттау кешін өткізуді жоспарлап отыр. Бірақ Чи Йен оның маңызды күні бар екенін айтады. Ол жаңа қызметкердің неге барудан бас тартатынын түсіне алмайды. Ол Чи Йен өзін тәкаппар ұстайды деп ойлайды. Чи Йен жай ғана томалақты ұнатпайтынын түсіндіреді. Дон Хи оған бұл жұмысты сақтап қалғысы келсе, әлі де жақсы өнер көрсету керек екенін ескертеді. Бірақ Чи Йен бұл қызықсыз жұмысқа мүлде қызықпайды. Ол мұнда тек бай әкесі мәжбүрлегендіктен ғана жұмыс істейді. Сол күні кешке Сын Джудың анасы оның үйге кеш келгенін көрді. Ол Сын Джу ауқатты отбасының үлкен ұлымен кездесіп жүрме деп сұрады. Бірақ Сын Джу Питер екеуінің арасында ештеңе жоқ екенін айтты. Оның жүрегі әрқашан Чи Йенға тиесілі болатын. Анам Петр оның балалы болғанын біледі деп қорқады деп ойлайды. Сондықтан ол оның сезімін қабылдамайды. Сонг Джу кенеттен бұзылып, анасын есеңгіретіп тастады. Менің балам қашан болды? Менің ешқашан балам болған емес, солай ма? Бастық екі жаңа қызметкерге файлдарды бірге сұрыптауды бұйырады. Бірақ Ча Йеннің қағазбастылығынан басы ауырады. Дон Хи кофе ішуге барғанда, ол жасырын түрде ішке кіреді. Ол Дон жинап қойған қалталарды ауыстырады. Дон Хи бірдеңе дұрыс емес екенін бірден байқайды. Ол файлдарын өзіне қайтаруды талап етеді. Олар үшін ұрыса бастайды. Бірақ екеуі де шегінбейді. Мына бай балаға сабақ беретін кез келді. Ол қолын жіберіп, кездейсоқ Чи Йеннің көзіне түсіп қалады. Ол үрейленіп, оның жақсы екенін тексереді. Чи Йен өзін ренжіткендей кейіп танытады. Бұл аянышты әрекет Донды мүлде алдады. Өзін кінәлі сезініп, ол оған ауруханаға баруын айтады. Ол оның жұмысын ол үшін бітіреді. Чи Йен жұмыстан шыққанына өте қуанышты. Ол қуана қашып кетеді. Келесі күні Дон Хи оған көгеруге қарсы дәрі сатып алады. Дон Хи Чиден кешірім сұрау үшін дәрі әкеледі. Чи Йен Дон Хиның мұндай қамқор болады деп күтпеген еді. Сонымен бірге ол оның әлсіз тұсын табады. Ол оның кінәсін пайдаланып, оған шай мен су береді. Бүгінгі кофенің дәмі әдеттегіден жақсырақ. Жұмыстан кейін Сонг Джу Чи Йеннің көзінің зақымданғанын көреді. Ол оны үйіне апаруды ұсынады. Бірақ ауруды басатын дәрінің кесірінен Чи Йен көлікте ұйықтап қалады. Сонг Джу оны оятпайды. Оның ұйықтап жатқан бетіне қарап, ол сүйісу үшін еңкейеді. Бақытымызға орай Чи Йен дәл уақытында оянады. Ол оның артықшылығын пайдалануына жол бермейді. Чи Йеннің ағасы Сонг Джудың кетіп бара жатқанын көреді. Ол бірнеше күн бұрын оның мойындауынан бас тартқанын есіне алды. Оны қарсы алуға тым мақтанып кетіп қалады. Егер ол оның ағасын жақсы көретінін білсе, ол ашуланып жарылып кетер еді. Сонг Джудың анасы қызының арқасында жақсы өмір сүргісі келеді. Бай мұрагер туралы естігенде, Петр Сонг Джудың оған ұнайтынын түсінді. Ол оларды біріктіру үшін бұл мүмкіндікті жіберіп алмайды. Ол Петрдің анасымен дос болды. Ол сәнді виллада тұрамын деп өтірік айтады. Ол тіпті күйеуінің ақштағы жылжымайтын мүлікпен айналысатынын айтады. Бірақ бай әйел Мериді алдауға болмайды. Ол анасының бұрынғы сыныптасы Сын Чудан оның өмірбаянын тексеруді сұрайды. Анасы Сын Чу өзінің қателігін сыныптасы қоңырау шалғанда түсінеді. Оның отбасы 8 жыл бұрын банкротқа ұшыраған. Бірақ ол өтірігін түзету керек. Ол сыныптасын өзінікі деп ескі вилласына апарады. Бірақ ол досының жоғарыға көтерілуіне жол бермеу үшін сылтау табады. Ол үйде жөндеу жұмыстары жүріп жатқанын және шаңға аллергиясы бар екенін айтады. Оның ескі досы оның әңгімесіне күмән келтіре бастайды. Досының күдігін сейілту үшін анасы Сын Чу тіпті бейтаныс жүргізушіден досымен амандасуын сұрайды. Абдырап қалған жүргізуші не болып жатқанын білмейді. Ол сұрайын деп жатқанда Сын Чудың анасы телефонын тартып алғандай кейіп танытады. Ол күйеуіне телефон соғып жатқандай әрекет етеді. Содан кейін ол керемет мейрамханада үстелге тапсырыс бергенін айтып, досын сүйреп апарды. Ақыры ол кешкі ас кезінде досын алдап үлгерді. Сол күні кешке Сын Чудың анасы оған ескі үйіне қайтуды ұсынды. Сын Чу анасын есінен танып қалды деп ойлайды. Табысы аз болғандықтан
олар мұндай қымбат баспанаға қол жеткізе алмайды. Ол анасына бұл идеяны ұмытуын айтады. Ол ауқатты отбасының үлкен ұлы Питерге үйленбейтінін нығайтады. Анасы Сын Джу қызының бұл сөзіне ашуланып қала жаздады. Бұл арада бейшара қыз Дон Хи сәнді мейрамханаға алғаш рет келіп отыр. Ол қымбат мәзірден шошып кетті. Бірақ бай бала чай Юлия үшін бұл қалыпты жағдай. Дон Хи ақшаны үнемдеу үшін ең арзан макаронға тапсырыс береді. Бірақ кезек чай Юлияға келгенде ол ең қымбат тағамдарға тапсырыс береді. Мерекелік дастарханға қарамастан, ол Дон Хи макаронын жеуді талап етеді. Содан кейін ол оны стейкпен емдейді. Дон Хи оны ақшаны ысырап еткені үшін ұрып жатыр. Мүмкін, сондықтан Чейен оны ерекше деп санайды. Дон Хи есеп айырысу үшін кассаға келгенде, ол Чейеннің төлеп қойғанын біледі. Қарсыластарынан олар ресми түрде жақсы достарға айналады. Келесі күні Сонг Джу Чейеннан ағасымен кездесуді сұрайды. Питер оларды кездейсоқ көреді. Сонг Джуды інісімен бірге көру оны есеңгіретеді. Ол Сонг Джудың қолынан ұстап, олардың оңаша сөйлесуін талап етеді. Бірақ Сонг Джу оған айтар ештеңесі жоқ екенін айтады. Чейен тез орнынан тұрып Питерді тоқтатады. Ол Сын Джуды өзінің ең жақын досы санайды. Тіпті ағасы да оны еш нәрсе істеуге мәжбүрлей алмайды. Питер тәкаппарлықпен Чейенға тойтарыс береді. Оның мінез құлқына байланысты ұлы Джу оны одан сайын жақсы көрмейді. Содан кейін ол Чейенмен бірге кетеді. Келесі күні Дон Хи компанияның қоймасынан киім іздейді. Үстіңгі суретім биік және оған жету қиын. Чай ол кездейсоқ қоймаға кіріп кетті. Ол Дон Хиге абай болуды ескертті. Кенет сөреден киім түсіп кетті. Чайол Дон Хиді тез арада қауіпсіз жерге сүйреп апарды. Бақытымызға орай, ешкім зардап шеккен жоқ. Бірақ олардың жүректері дүрсілдеп соғып тұр. Олар араларында бір нәрсе өзгергенін сезеді. Сонг Джу оларды дәл осы сәтте көреді. Оларды жақыннан көріп, ол қызғана бастайды. Оның жүзінде ашу, ыза анық көрінеді. Ол олардың сөзін бөліп, олардың не істеп жатқанын түсіндіруді талап етеді. Дон Хи бұл жай ғана апат болғанын, бірақ Сын Джудың оңай ренжігенін түсіндіреді. Содан бері ол Дон Хиді өзінің жауы санайды. Ол өзінің топ жетекшісі ретіндегі жағдайын Дон Хидің жұмыстағы өмірін қиындату үшін пайдаланады. Дон Хи оның мінез құлқының кенет өзгеруінен абдырап қалды. Бірақ Сын Джумен қарым-қатынасын жақсарту үшін Дон Хи оған алғашқы жалақысына сыйлық сатып алады. Бұл оның мұқият таңдаған парфюмериясы. Сын Джу өзін бақытты етіп көрсетіп, оларды қабылдайды. Бірақ ол жасырын түрде сыйлықты ванна бөлмесіндегі қоқыс жәшігіне лақтырып жібереді. Жуынатын бөлмеден шыққан соң ол жұмыста Чейенға тап болады. Ол оның әтірінің иісін алыстан сезеді. Бірақ Чейеннің парфюмерия қолданғанды ұнатпайтынын есіне алады. Белгілі болғандай, Дон Хи де оған бөтелке сатып алған. Кеше сыйлықтарды таңдағанда Сонг Джу бұл хош иістің оған сәйкес келмейтінін айтты. Бірақ Чейюл оны шынымен жақсы көреді. Ол тіпті кеңсені аралап, Дон Хидің қасында өзін көрсетіп жүр. Дон Хи ешқандай реакция жасамаған кезде, ол суық тиді ме, әлде иіс сезбеді ме деп сұрайды. Дон Хи абдырап қалған сияқты және чай үйіл кете бастаған сәтте не болғанын сұрайды. Донның көңілі қалды. Ол өзінің хош иісі тым күшті екенін айтады. Бұл олардың артында тұрған Сонг Джуды ашуландырады. Ол олардың флирт жасап жүргенін сезеді. Ол Дон Хиді мүлде жұмысқа алғанына өкінеді. Бірақ содан кейін надан әріптес лақтырылған әтірді тауып алады. Чайен Дон Хидің сыйлығын неге лақтырып жібергенін сұрайды. Алғашында Сонг Джу ештеңе білмейтіндей кейіп танытады. Бірақ әріптесі оған дәлелдемелерді көрсеткенде, ол өтірік айтады және оны кездейсоқ ваннада тастап кеткенін айтады. Оның ақталуына ешкім сенбейтіні анық. Бірақ аңғал Донг оның ақталуына бәрібір сенеді. Дон Хи дәретханадағы қоқыс жәшігін абайсызда аударып алғанша, ол Сонг Джуға берген ашық хатын ішінен тауып алып, шошып кетті. Дон Хи оның не істегенін түсінбейді. Сол түні Сонг Джу оны неге сонша жек көрді? Ақыры әріптестері кетіп қалады. Дон Хи ақыры Сонг Джудан бұл туралы сұрайды. Сонг Джу кездейсоқ, сен маған ұнамайсың, дейді. Чей Юл есіктің артына тығылып жатып, бәрін естіп қалады. Ол Сонг Джудың мұны істей алатынына сене алмайды. Ол Сонг Джуды оңаша сөйлесуге шақырады. Шын мәнінде Сонг Джу Донг Хидің сыйлығына қарсы болған жоқ. Ол кеше Дон Хиді Чейенмен бірге сауда орталығында көрді. Чейен оған сыйлық сатып алғанын және бұл Сонг Джуды одан сайын ашуландыратынын түсіндіреді. Өйткені кеше Чейен оның кешкі асқа шақыруын қабылдамады. Чейен Сонг Джудың соншалықты ұсақ түйек болуы мүмкін екенін білмеді. Ол қазір оған қатты ренжігенін сезіп отыр. Сонг Джу Чейен Дон Хиге ұнайма деп сұрайды. Ол оның ешбір әйелге соншалықты қамқор болғанын ешқашан көрмеген. Тіпті Чейен мұны әлі түсінбеді. Бірақ оның Дон Хиге деген сезімі бірте-бірте қалыптаса бастады. Келесі күні таңертең компанияның кіреберісінде Дон Хи оған бір шыны кофе алып келеді. Оның тәтті, бейкүнә көзқарасы Чейеннің көңілін қалдырады. Оның басынан аяғына дейін жарқырап тұрғаны сонша, кез келген ер адам оған ғашық болады. Әрине, Чейелде ерекшелік емес, бірақ ақыл ойының анықтығын сақтау үшін ол әдейі түскі асқа Донг Химен бірге отырмайды. Тіпті Дон Хи оны жылы шыраймен шақырса да, Чейен үзілді кесілді бас тартады. Бірақ келесі секундта Донға қарама-қарсы ер әріптес отырады. Ең сорақысы, Дон Хи тіпті ернінен күріш дәнін сыпырып алады. Енді Чайол оның қарсысында отырмағанына өкінеді. Осының бәрінен кейін ол қалай тамақтануды жалғастыра алады. Оның кенеттен жасаған агрессивті әрекеті оның алдында отырған әйел әріптесін есеңгіретіп тастайды. Содан кейін Чейел не істегенін түсінеді. Ұялып, науасын алып,
үйіне қайтады. Че ел интернеттен өз сезімдерін мойындаудың жолдарын іздейді. Ол бұл туралы Дон Хиге айту үшін қолайлы сәтті табуды жоспарлап отыр. Ол тіпті Дон Хиден сылтау айтып, оның сүйікті гүлі қандай екенін сұрайды. Че Еннің не ойлайтынын Сонг Джу ғана түсінеді. Оның оны тоқтату жоспары бар. Че Ен алдағы мойындау туралы қуанышты ойларына қанығып жатқанда, Сонг Джу Дон Хидің баласы бар екенін қулықпен айтады. Оның баласы бар. Не болды? Дон Хи жалғызбасты ана. Келесі күні Че Ен Дон Хидің кездесуін сұрайды. Ол Сонг Джудың сөздерінің рас екеніне көз жеткізгісі келеді. Ол Дон Хидің неліктен оның баласы бар екенін ешқашан айтпағанын сұрайды. Дон Хи бұл сұраққа ұялып қалды. Ол Че Еннің неге ашуланғанын түсінбейді. Оның көзқарасы Дон Хидің көңілін қалдырады. Ол айтады: "Сен шынымен білмейсің бе? Сен менің сезімімді шынымен түсінбейсің бе?" "Жоқ, мен білмеймін. Неге олай әрекет етесің? Сен маған ұнайтындықтан сөйлеп тұрсың." Оның сөздері Донды таң қалдырады. Донг, ол онымен көп уақыт өткізгеннен кейін, оның Че Еннің сезімін байқамағанына сене алмайды. Бұл туралы жақын арада компаниядағылардың бәрі білетін болады. Қызық әріптестері Донг Хеден баласының әкесі кім екенін сұрай береді. Донг Хе оларға шындықты айтпайды. Адамдар оған бір түрлі қарап, өсек аяң таратса да, ол мұны құпия ұстауды шешеді. Бірақ оған бәрібір. Ең бастысы, бұл бала үшін кейбір әріптестер Донниді жақсы көреді. Олар баланы осындай жас кезінде тәрбиелеу оның тарапынан өте батыл әрекет деп санайды. Ол балаларын тастап кеткендерге қарағанда әлдеқайда жақсы. Сонг Джу кенеттен өзін кінәлі сезінді. Ол өзінің қараңғы құпиялары ашылса не болатынына алаңдайды. Че Ен Донг Химен ажырасуға бел буған кезде, ол Кевиннен қуанышты хабарды естиді. Донг Хи тәрбиелеп отырған бала шын мәнінде оның марқұм ағасының ұлы. Кевин Че Еннің Донг Хиді жақсы көретінін білгенде, ол жеңілдеп қалады. Егер олар бірге болса, ол енді алаңдамайды. Бірақ компаниядағы қауесеттер тоқтамайды. Кейбіреулер тіпті баланың әкесі үйленген адам дейді. Төраға бұл туралы кездейсоқ естіді. Ол бұл компанияның беделіне нұқсан келтіреді деп қорқады. Сондықтан ол шешімді талқылау үшін Сын Чуға телефон соғады. Сын Чу Дон Хиді дереу жұмыстан шығаруды ұсынады. Питер оның өзімшіл себептері бар екенін біледі, бірақ ол Дон Хидің талантты екенін де біледі. Оның кеңесінің арқасында басқарма төрағасы Дон Хиді жұмыстан шығарудан қорғау үшін асығыс шешім қабылдамайды. Че Ен өзінің есімін тазарту үшін жүйенін тәрбиелеп жатқанын айтуды жоспарлап отыр. Дон Хи Кевиннен шындықты білген болуы керек екенін біледі, бірақ ол баланың шыққан тегін айтқаннан гөрі жұмыстан шығаруға келіскенді жөн көреді. Ол сондай ақ Че Енға егер ол бұл туралы біреуге айтса, ол компаниядан өзі кететінін және оны енді ешқашан көрмейтінін ескертеді. Че Ен Дон Хиді көндіре алмайтынын біледі. Сондықтан ол бас тартады. Бұл арада Сонг Джу бұл оның тағы да мүмкіндігі деп ойлайды. Ол Че Енға мойындауға мүмкіндік табады. Бірақ ол қанша тырысса да, оның жауабы өзгеріссіз қалады. Сонг Джу қыңыр және оны күте беретінін айтады. "Мені күтпе. Сен не дедің? Мен Дон Хиден бас тартпаймын." Бай мұрагер жалғызбасты ананың соңынан ереді. Ол оны күнде таңертең жұмысқа апару үшін үйінің сыртында күтеді. Бірақ Дон өз баласына деген сезімін мойындаудан тартынады. Бір қызығы, оның ұлы бұл адамды қатты жақсы көреді. Ол жас кезінде де анасының бақытын ойлайды. Баламен қарым-қатынас жасау үшін Че Ен үнемі оның қызығушылықтары туралы сұрайды. Олар тіпті демалыс күндері бірге велосипед тебуді жоспарлап отыр. Жұмыста Че Ен Донг Хиге жақын болып, оған көп көңіл бөледі. Бірақ төраға мұны кездейсоқ көреді. Дон Хи төрағаға сыпайы түрде сәлем жолдайды. Че Еннің тұрғанын және ешқандай реакция жасамайтынын көріп, ол оны төрағамен таныс емес деп ойлайды. Ол оған үнсіз амандасуды ескертеді. Ол білмейді. Че Ен басқарма төрағасының ұлы. Сонг Джу мұны алыстан бақылап отыр. Оның бет әлпетінен оның жаман нәрсе ойлап тапқаны көрініп тұр. Ол демалыс бөлмесіне барып, Че Еннің шынайы болмысын ашады. Дон Хи мұны естігенде шошып кетеді. Ол Че Ен өзінің жеке басын соншалықты жақсы жасырады деп ешқашан күтпеген. Сонг Джудың мақсаты Дон Хиге екеуінің арасындағы айырмашылықты көрсету. Ол Дон Хиге Че Еннің оған деген сезімі уақытша екенін айтады. Дон Хи бұл ауыр сөздерді естігісі келмейді. Ол бұрылып, демалыс бөлмесінен шығып кетеді. Сын Чу оның енді Че Енмен мүмкіндігі жоқ екенін біледі. Бірақ ол әлі де өмірінің соңына дейін сенетін адамды тапқысы келеді. Сондықтан ол бір кездері бас тартқан Питерге барады. Ол одан оны әлі де ұнатама деп сұрайды. Ол айтқандай, Питер бұл мүмкіндікті алғанына қуанышты. Ол жай ғана оның дүблі болса да, ол қарсы емес. Онда үйленейік. Алдымен үйлен. Сосын ғашық бол. Жарайды. Мен келісемін. Сын Джудың анасы қызының бай мұрагерге тұрмысқа шығатынын білгенде, ол қатты қуанып, секіріп кете жаздады. Ол ақыры осы күйеу баласымен өмірін өзгерте алады. Бірақ Питер Сонг Джуға үйлену жоспарын жариялағанда, оның бүкіл отбасы, әсіресе анасы қарсылық білдіреді.
ол ештеңеге қарамай бас тартады. Бірақ Питер оны сендіре алатынына сенімді. Бұл арада Сонг Джудың анасы қатты толқып кетті. Кейінірек ол қызын ауқатты отбасына орналастыру үшін өтірік айтқанын есіне алады. Бірде ол олардың сәнді виллада тұратынын және күйеуінің шетелде курорттарды дамытумен айналысатынын айтты. Енді ол шындықтың жақын арада ашылатынын біледі. Сондықтан ол мойындауды шешеді. Бұған дейін Сонг Джу төрағаның алдында тізерлеп отырады. Ол одан осы некені мақұлдауын өтінеді. Бірақ төраға адамгершілігі жоқ отбасымен араласқысы келмейді. Ол Сонг Джудың өзінен бас тартқанын қалайды. Бірақ Сонг Джу кетуден бас тартады. Төрағаның кетуден басқа амалы жоқ. Бұл Сонг Джудың үйленіп, ауқатты отбасына қосылуының жалғыз мүмкіндігі. Ол оңайлықпен бас тартпайды. Төраға қайтып келіп, оның әлі тізерлеп отырғанын көргенде, ұлы Питерді келуге шақырады. Петер өзінің сүйіктісі Сонг Джудың жерде жатқанын көреді. Ол оны аяп, тез тұруға көмектеседі. Бір қызығы, бұл трюк жұмыс істейді. Сонг Джудың қаншалықты алысқа баруға дайын екенін көріп, төраға оның ұлын шынымен жақсы көретінін ойлайды. Питер Сонг Джудан енді өзіне мұндай азап шекпеуін өтінеді. Ол бәрін шешемін деп уәде береді. Сонг Джу оның да олардың махаббатына көмектескісі келетінін айтады. Оның қарапайым сөздері Питерге қатты әсер етті. Ол үшін бәрін шешуге уәде береді. Ол оған қалыңдық болғанша күтуін айтады. Бірақ Сонг Джудың анасы ұялмай Питерден оған сәнді вилла сатып алуын өтінеді. Ол бұл оның беделі үшін деп мәлімдейді. Бірақ бұл шын мәнінде оның өзінің бос әурешілігі ғана. Петердің оңай келісетінін көріп, одан да оған киім дүкенін ашуын талап етеді. Сүйіспеншіліктен соқыр болған Петр оның барлық өтініштерін қабылдайды. Сонг Джудың анасы оны құпия ұстауын өтінгенімен, оның хатшысы бұл туралы төрағаның әйеліне хабарлайды. Төрағаның әйелі Мэри Сонг Джудың анасының ашкөздігіне таң қалады. Ол Сонг Джудың анасын кездесуге шақырады. Олар үйді талқылау керек екенін айтады. Содан кейін ол әдейі Сонг Джуды оларға қосылуға шақырады. Мэри Сонг Джудың мақтанышы оның мұндай нәрселермен келісуіне жол бермейтінін біледі. Әрине, Сонг Джу бұл туралы білгенде анасымен қарым-қатынасын үзіп қала жаздады. Ол бұл заттардың оларға қажет емес екенін айтады. Мэри Сонг Джудың реакциясына риза. Үйде Сонг Джу анасын жақыннан көрмейтіндігі үшін ұрсады. Ол ауқатты отбасының мүшесіне тұрмысқа шыққанда, оларда қалағандарының бәрі болады. Енді анасының әрекеті оны болашақ енесінің алдында бетінен айырады. Сонг Джудың анасы қызының ақыл ойы дұрыс деп санайды. Жақында екі отбасының ресми кездесу уақыты келеді. Сонг Джу анасы тағы да дұрыс емес нәрсе айтуы мүмкін деп алаңдайды. Ол оған төрағаның әйелі Мэри не сұраса да мүмкіндігінше аз сөйле деп айтады. Сонг Джудың анасы қызына жауап беруге рұқсат береді. Бұл бәрінің көңілін қалдырады. Питер Сонг Джуға махр дайындаудың қажеті жоқ екенін айтып, әңгіме тақырыбын тез өзгертеді. Бірақ Сонг Джу бәрібір Мериден махрдың тізімін жасауды сұрайды. Ол бәрін дұрыс дайындауға уәде береді. Мери олардың отбасы оның арзан сыйлықтарын ұнатпайтынын айтады. Оның сөздері атмосфераны қайтадан қыздырады. Сонг Джудың анасы оның тәкаппар мінезін ұнатпайды. Ол кешірім сұрап, ашық сөйлеуге батылы бармай, дәретханаға қарай бет алады. Сонг Джудың анасы дәретханада бірдеңе деп күбірледі. Оның айтуынша, олар бұрынғы күйеу баласы Джек сияқты жақсы емес. Ол мұны білмейді. Мери де сонда. Мери бұл ана мен қыздың тағы қандай құпиялары бар деп ойлайды. Кейінірек ол Сонг Джудың анасынан Джек кім екенін сұрайды. Сонг Джудың анасы қозғалуға немесе сөйлеуге тым қорқады. Бақытымызға орай, Сонг Джудың ойы ұшқыр. Ол Джектің немере ағасының күйеуі екенін айтады. Бірақ бұл Меридің күмәнін сейілте алмайды. Ол әлі де бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Үйге келгенде Сонг Джу ашуланып жарылып кетеді. Анасының ескертпесі оның бұрынғы некесін ашып көрсете жаздады. Қызының ашуын көрген Сонг Джу Джек өзінің немере ағасының күйеуі деп өтірік айтқанына қарамастан, анасы үрейленіп кешірім сұрайды. Төрағаның әйелін алдау оңай емес. Ол Сонг Джудың өткенін міндетті түрде анықтайды. Бұл Сонг Джудың бай неке туралы арманын бұзуы мүмкін. Келесі күні Чой Юль мен Дон Хебенді кешкі асқа бір жерге шақырады. Олар нағыз отбасы сияқты бірге бақытты көрінеді. Тамақтанып болған соң Бен допты алып, сыртта ойнауды сұрайды. Бірақ доп оның қолынан сырғып кетеді. Ол тура Сонг Джудың аяғына домалап түседі. Сонг Джу бұл кішкентай баланы көргенде біртүрлі ренжіді. Ол оның 8 жыл бұрын тастап кеткен ұлы екенін білмейді. Үйде Бен бұл ханымның қандай әдемі болғанын айта береді. Бірақ соған қарамастан, Беннің жүрегінде оның анасын ешкім алмастыра алмайды. Мүмкін Беннің қасында ғана. Ол өзінің шынайылығын дәлелдеу үшін сондай жарқын күлімсіреді. Чейен Донға қонаққа келеді. Ол оның тәтесі. Тәтесі Чейенға ұнайды. Бірақ ол олардың болашағына күмән келтіреді. Көптеген отбасылар Дон Хидің жағдайымен келіспейді. Ол сияқты ауқатты отбасы туралы айтпағанда, Чейен олардың алаңдаушылығын сезінеді. Ол тікелей Дон Хиге үйленуді ұсынады. Бірақ тәтесі Чейеннің отбасы қарсы болады деп қорқады. Ол сондай ақ Дон Хи үйленгеннен кейін оған қатыгездік көрсетілуі мүмкін деп алаңдайды. Чейен бұлай болмайды деп уәде береді. Дон Хи бала үшін бәрінен бас тартты. Бұл арада баланың биологиялық анасы Сонг Джу ауқатты отбасына тұрмысқа шығуға тырысып жатыр. Соңғы рет екі отбасы кездесіп жүргенде, анасы кездейсоқ жездесі Джек туралы айтып кеткен. Енді Сонг Джу болашақ қайын енесі
оның бұрынғы некесі туралы білуі мүмкін деп қорқады. Сондықтан ол адамдарға өзінің немере ағасы мен немере ағасының күйеуінің кейпіне ену үшін ақша төлейді. Петрдің анасы Мэри жеке тергеушіні жалдайды. Бірақ жолда жол апатына ұшырайды. Ол мұның бәрін Сонг Джу жоспарлағанын білмейді. Бұл жай ғана көбірек уақыт сатып алу үшін. Ақыры Мэри келгенде, Сонг Джу оны кешкі астан кейін кездейсоқ кездестіргендей кейіп танытады. Мэри оның не үшін келгенін сұрайды. Сонг Джу немере ағалары ақшқа кетіп жатыр деп өтірік айтады. Олар қоштасқысы келді. Біріншіден, Джектің жездесі шынымен бар екенін көргеннен кейін Мэри оған сенді. Бірақ содан кейін Сонг Джу төменгі қабатта Джектің досымен кездеседі. Олар бір-ақ рет кездескен, бірақ ол оны Джектің әйелі деп таныған. Мэри олардың сөйлесіп тұрғанын көрді. Ол кісінің кім екенін сұрады. Сонг Джу жаңа ғана жол сұрап жүргенін айтты. Бірақ Мэри бұған толық сенімді емес. Ол Сонг Джуды неке шартына қол қоюға мәжбүр етті. Оған сәйкес ол жұмыс үшін үй шаруасын жіберіп алмау керек. Ақтау оның туыстарына шын жүректен қызмет етіп, үйді таза ұстау керек. Егер бұрын қандай да бір жанжал анықталса, олар дереу ажырасады. Сонг Джу бұған қатты наразы. Бірақ ол жақын арада болашақ енесінің көзінше шағымдануға батылы бармайды. Үйлену күні Дон Хи қонақ үйге келіп, марқұм ағасының досымен кездеседі. Бұл адам Дон Хиге келінін бірнеше күн бұрын көргенін айтады. Бірақ Дон Хи мұны естігенде мүлдем қуанбайды. Ол келіні баласын тастап кеткеннен кейін ана болуға лайық емес деп санайды. Енді ол келіні олардың өміріне араласпайды деп үміттенеді. Бақытты үйлену күнін пайдаланып, Чейен әкесіне Дон Химен қарым-қатынасы туралы айтып береді. Күтпеген жерден әкесі ашуланады. Ол жалғызбасты анаға тұрмысқа шыққаннан гөрі Чейеннің мәңгі бойдақ болғанын қалайды. Отбасылық түскі ас ашумен аяқталады. Сонг Джудың анасы қызының келуін күтіп тамақ әзірлейді. Бірақ Сонг Джу телефон соғып, келе алмайтынын айтады. Сонг Джудың анасы шағымданбай тұра алмайды. Тамаққа қарап отырып, көршісін ойлайды. Ол есікті ашып, Кевин мен Бенді көреді. Ол оларды жылы шыраймен бірге кешкі асқа шақырады. Әңгімелесу барысында ол Беннің әкесі де жол апатынан қайтыс болғанын және бұл оның баласына барар жолда болғанын біледі. Бұл оның жездесі Джекті еске түсіреді. Оларда да осындай қайғылы оқиға болды. Ол Бен оның немересі ме деп ойлайды. Бірақ мұндай кездейсоқтық мүмкін емес сияқты. Келесі күні ол Беннің үйінде қалдырған қалпағын тауып алады. Шлападағы есімге қарағанда баланың тегі де Джектің тегі. Ол шлапаның қайтарылуын Беннің әкесінің аты кім екенін сұрау үшін сылтау ретінде пайдаланады. Оны таң қалдырғаны, бұл есім оның жездесі Джекпен бірдей. Ол енді Беннің немересі екеніне сенімді. Ол бірден қызының атын Сонг Джу деп қояды. Жұмыста ол Сонг Джуға ұлы Сонг Джудың дүрбелеңге түскенін көргенін айтады. Ол жаңа ғана үйленіп, ауқатты отбасында дүниеге келген. Ол баланың жаңа өмірін бұзуына жол бермейді. Сонг Джудың анасы қызының соншалықты жүрексіз екеніне сене алмайды. Сонг Джу бұл кездейсоқтық болу керек деп айта береді. Оның менің балам болуы мүмкін емес. Ол менің балам болуы мүмкін емес. Төраға Дон Хиді тапты. Оның айтуынша бұл шайға жетпейді. Ол одан кетуін өтінеді. Дон Хи әкесінің ұлына деген үмітін түсінеді. Сонымен қатар олар әртүрлі әлемнен, сондықтан ол келіседі. Бірақ ол кетіп бара жатқанда Чейеннің оны сыртта күтіп тұрғанын көреді. Ол төрағаны жақсы біледі және оны жай ғана ренжітті. Ол ашуланып, әкесімен бетпе-бет келу үшін үйге кіріп кетеді. Донг Хи оны тоқтатуға тырысады. Ол отбасында ұрыс-керістің қайта басталғанын қаламайды. Оның мейірімділігінің арқасында Чейен өзін одан да нашар сезінеді. Ол үшін әкесімен ажырасуға дайын. Бірақ содан кейін ол онымен ажырасады. Чейен одан қалуын өтінеді. Ол оның жүрегін ұрлаған қызды не болса да қорғайды. Бұл арада Сонг Джудың анасы немересін көргісі келеді. Ол тіпті Бенді үйіне ойнауға алып келеді. Бірақ Сонг Джу күйеуі Питермен бірге қонаққа келген. Қызының даусын естіген соң Сонг Джудың анасы шошып кетеді. Ол тез арада Бенді жуынатын бөлмеге тығып қояды. Содан кейін ол Сонг Джуды жатын бөлмеге сүйреп апарады. Ол оған Питермен бірге тез арада кетуін айтады. Сонг Джу оған сирек барады. Сондықтан ол неге екенін түсінбейді. Сіздің ұлыңыз жуынатын бөлмеде. Не болды? Сонг Джу ренжіді, бірақ дауласуға уақытымыз жоқ. Ол Питердің жуынатын бөлмеге бара жатқанын көреді. Тез ойланып, іші ауырып тұрғандай кейіп танытады. Питер оны көруге асығады. Анасы іші құрысып жатыр деп өтірік айтады. Питер Сонг Джуды ауруханаға апарады. Олар Питерді сәтті алдап жатыр. Сонг Джудың анасы ақыр босаңсыды. Чейен кеткеннен бері төраға оны уайымдап жүр. Ол Чейен ағасынан көмек сұрай алады деп ойлайды. Бірақ ағасы Чейенені көрмегенін айтады. Дон Хиге көмектескен Кевин іс жүзінде төрағаның туысы. Ол төрағаға Дон Хидің жағдайы төрағаның жағдайына ұқсас екенін айтты. Екеуі де ағасының баласын асырап алған. Чейен төрағаның биологиялық ұлы емес, төрағаның марқұм ағасының ұлы. Бірақ төраға оған қатты көңіл бөледі. Төраға Дон Хидің жиенін қорғағанын біліп, бұл құпияны ашудан бас тартады. Төраға бұл мейірімді қыз туралы пікірін бірден өзгертеді. Чайолдың ол үшін бәрін жасауға дайын болуы таңқаларлық емес. Үйде Чайол Дон Хидің сәбиінің суреттерін қарап жатыр. Басқарма төрағасы бұл баланың қаншалықты сүйкімді екенін түсінеді. Ол Чайолдан оларды мәңгілікке қорғай алатынын сұрайды.
Чай ол түсінеді. Әкесі оның Дон Химен қарым-қатынасын мақұлдайды. Оның қуанғаны сонша, не істерін білмей қалды. Төраға ұлына әкесі шешімін өзгертіп жіберуі мүмкін деп қорқып, оларды тезірек үйіне әкелуін айтады. Чай Йен келесі күні Дон Хи мен Бенді үйіне алып келеді. Бұл баланы бүкіл отбасы жақсы көреді. Сонг Джу ғана ұлын кешкі аста көргенде үрейленеді. Чай Йен Бенге тамақ бергісі келеді. Бірақ Дон Хи Беннің қырыққабатқа аллергиясы бар екенін айтады. Таңғаларлықтай, Сонг Джудың да сирек кездесетін аллергиясы бар. Бұл бүкіл отбасын дүр сілкіндіреді. Сонг Джу сылтау айтып, оны тез арада жояды. Кешкі астан кейін қызметші Бенді далаға шығарады. Содан кейін олар баланың биологиялық анасы туралы айта бастайды. Сонг Джу енді сабыр сақтай алмайды. Ол бұл тақырыпты болдырмау үшін ас үйде көмектесіп жатқандай кейіп танытады. Бірақ төраға олар жақын арада бір отбасы болатындықтан ешкімде құпия болмау керек дейді. Донг ағасы Джек қайтыс болғаннан кейін әйелі жаңа туған нәрестелерін қасында қалдырғанын айтады. Тіпті жүрексіз Мери де анасына ұрысады. Мери анасының қандай қатыгез болуы мүмкін екеніне таңғалады. Сонг Джу тым қорқып, бір ауыз сөз айта алмайды. Төраға оларға бұл туралы ешқашан айтпауды ескертеді. Чай Йен Дон Хиді оған деген сүйіспеншілігін алғаш мойындаған жерге апарады. Содан кейін ол мұқият дайындалған гауһар тасты сақинаны суырып алады. Ол Дон Хиге дәл осы жерде ресми түрде ұсыныс жасағысы келеді. Сен маған тұрмысқа шығасың ба? Мен сені және Бенді өмірімнің соңына дейін жақсы көремін. Маған тұрмысқа шық. Бұл жолы ол Чай Юльдің махаббатын еш ойланбастан қабылдай алады. Ата-анасының мақұлдауына ие болған махаббат шынымен де бақыт әкеледі. Болашақта Дон Хи және оның отбасымен бірге тұрамын деген ой Сонг Джуды қатты алаңдатады. Ол қайын енесімен оларды ақшқа қайтару мүмкіндігін талқылай бастады. Оның енесі Мери Сонг Джу идеясын толығымен қолдайды. Егер Чай Йен кетіп қалса, бұл оның ұлы Питерге үлкен пайда әкеледі. Келесі күні Мери бір тілшіге хабарласты. Ол Дон Хидің жиенін қалай асырап алғаны туралы есеп сұрады. Ол Дон Хидің Бенді қиыншылықтан қорғағысы келетінін біледі. Оның мақсаты олардың қоғамдық қысымға төтеп бере алмайтындығына көз жеткізу. Таңертең ерте тілшілер сұхбат алу үшін Дон Хиге шабуыл жасайды. Бен шындықты білмеу үшін ол алдымен оны үйіне жібереді. Бен тәтесіне кейбір адамдар оның анасына зиян тигізгісі келетінін айтады. Бақытымызға орай ағасы араша түсіп, оларды тоқтатады. Дон ол қорқыныштан есінен танып қалады. Өйткені нәресте оның ең үлкен әлсіздігі. Сын Чжу бұл жоспар Донг Хиді қорқытады деп ойлады. Бірақ ол сияқты ақылды адам да қателесуі мүмкін. Журналистер ізіне түсіп, Сонг Джудың Беннің биологиялық анасы екенін анықтайды. Олар одан үндемегені үшін $300 миллион талап етеді. Әйтпесе шындықты ашады. Сонг Джу қорқыныштан қалтырап тұр. Ол бұған жол бере алмайды. Бірақ ол мұндай қомақты ақшаны қайдан ала алады? Сондықтан ол күйеуінен ақша сұрайды. Ол оған анасына үй сатып алу керек екенін айтады. Содан кейін ол құпия қонақ үйде тілшімен кездеседі. Бірақ Дон Хи төмендегі тілшіні көреді. Ол тілшінің соңынан қонақ үй бөлмесіне барады. Сол жерде ол сол бөлмеге кіріп келе жатқан Сын Джуды көреді. Сын Джу тілшіні құпияны жарияламау туралы келісімге қол қоюға мәжбүрлейді. Ол шындықтың ашылғанын қаламайды. Репортер қашан тоқтау керектігін біледі. Ол Сын Джуға үндемеуге уәде береді. Сын Джу бәрі шешілді деп ойлайды. Бірақ содан кейін Дон Хи пайда болып, оны таңғалдырады. Дон Хи оған сұрақтар қояды. Сын Джу бәріне енесі Мериді кінәлайды. Ол Меридің әрекетін ұнатпағанын айтады. Сондықтан ол жағдайды түзету үшін тілшімен кездесті. Дон Хи тынышталды. Ол тіпті Сонг Джуды дұрыс түсінбегені үшін кешірім сұрады. Сонг Джу тағы да Донг Хиді алдап жатыр. Келесі күні жұмыста Дон Хиге ағасының ескі досы телефон соғады. Ол әрқашан Дон Хиге әпкесі сияқты қарайтын. Ол оның хал жағдайын сұрап, Дон Хидің ағасының баласын тәрбиелеп жатқанын біледі. Ол әйелінің қайда екенін білеме деп сұрайды. Дәл осы сәтте Сонг Джу олардың жанынан өтіп бара жатыр. Донг Хи абдырап қалған сияқты. Ер адам оған, бұл сенің ағаңның әйелі, дейді. Дон Хи бұған сене алмайды. Оның алдында оған бірнеше рет көмектескен, тіпті оған құтқарушы ретінде қараған әйел тұр. Сонг Джу шын мәнінде Бенді тастап кеткен жүрексіз жеңгесі. Тынышталғаннан кейін Дон Хи бірден Сонг Джумен қақтығысқа түседі. Бұл Бен, сен оны неге тастап кеттің? Сонг Джу бұл сұраққа таңғалды. Ол өзін қорғау үшін сылтау айта бастайды. Дон Хи ақыры Сонг Джудың мұның бәрін оның құпиясы ашылады деп қорыққандықтан жасағанын түсінеді. Бейшара Дон. Ол Сонг Джу оған көмектесуге тырысып жатыр деп ойлады. Сонг Джу одан ешкімге айтпауын өтінеді. Бірақ Донг Хи келінінен мүлде көңілі қалды. Осы жылдар ішінде ол Беннің жағдайы жақсы ма деп ешқашан алаңдамады. Ол тек ауқатты отбасында жеңгесі лауазымынан айырылып қаламын деп уайымдады. Донг Хи ағасын қорғай бастайды. Ол күрсінеді. Менің ағам осы жылдар бойы дұрыс емес адамды жақсы көрді. Енді оған сөз жұмсағысы келмейді. Келесі күні Чай ел мұны байқайды. Ол ренжіген сияқты. Ол не болғанын сұрайды. Дон Хи отбасына қиындық тудырғысы келмейді. Сондықтан ол Чай ел шындықты айтпайды. Ол өтірік айтады. Мен кеше түнде жақсы ұйықтамадым. Кетіп бара жатып, ол Сонг Джудың сыртта тыңдап тұрғанын көреді. Сонг Джу Дон Хи оның құпиясын ашады деп қорқады. Сондықтан ол Дон Хиді шетке тартып алады. Енді Дон Хи оның Беннің анасы екенін білгендіктен
екеуі де қайын енесі болғандықтан ыңғайсыз болады. Сонг Джу тіпті Дон Хиден Чи Йенмен ажырасуын сұрайды. Донг ол оның осы уақытқа дейін жеткеніне сене алмайды. Неге Дон Хи Сонг Джудың қателіктерінен зардап шегуі керек? Сонг Джу мүлде өкінбейді. Ол тіпті құпияны сақтауға көмектесу үшін Дон Хиді қорқытады. Егер Бин Донның оның шын анасы емес екенін білсе, оның жүрегі жарылып кетеді. Дон Хи бала үшін көнеді. Бірақ Сонг Джу кетуге бұрылғанда, дәл сол жерде тұрған Чи жасты көреді. Ол олардың әңгімесіндегі әрбір сөзді естиді. Өйткені олар бұрын дос болған. Чи Йен Сын Джуға Питерге мойындауға мүмкіндік бергісі келеді. Бірақ Сын Джу күйеуінің оны қаншалықты жақсы көретінін біледі. Ол шындықты айту арқылы Питерге қалай зиян тигізуі мүмкін. Чи Йен оның сөздерін күлкілі деп санайды. Шындықты жасыру оған ең көп зиян тигізеді. Сын Джу одан күйеуіне бұл туралы айтпауын өтінеді. Бірақ Чи Йен оған жайбарақат қарай алмайды. Ол көңілі қалмай кетіп қалады. Сын Джу Чи Йеннің Донг Хені тыңдап отырғанын біледі. Сондықтан ол аянышты кейіп танытып, Донг Хеден Чи Йенмен сөйлесуін сұрайды. Бірақ Донг Хе кешірім сұрауға көңіл бөлу керектігін айтады. Сонымен қатар, бұл Чи Йеннің отбасылық ісі. Донг Хе үй шаруасына араласа алмайды. Питер сапарды жоспарлайды. Бірақ Сонг Джу бұл туралы ойлана алмайды. Чи Йен үйге келгенде, ол оны әшкерелейді деп қорқып, үрейленеді. Ол оның ұятты құпияларын ашады деп қорқады. Осылайша ол Чи Йенмен қайта кездеседі. Ол да оның құпиясын сақтаймын деп қорқытады. Дон Хи шошып кетті. Ол Бен біледі деп қорқады. Ол оның нағыз анасы емес. Солай емес пе? Сен жындысың ба? Чи Йен Сонг Джу өзінің жалған бақытты өмірін қорғау үшін өзінің ұлы Бенге зиян тигізуі мүмкін деп сене алмайды. Бен зардап шегеді ме, жоқ па? Оны қазір өзің шеш. Бүгіннен бастап Чи Йен не болатынын өзің шеш. Бұл күні Петр көптен бері көрмеген ескі досымен кездеседі. Бұл досының әйелі Сонг Джудың колледждегі курстасы болып шығады. Одан Питерден Сонг Джу туралы қауесет оған жетеді. Адамдар Сонг Джуды колледжді бітіргеннен кейін жүкті болғанын көрді. Питер бұған сенгісі келмейді. Бірақ ешбір ер адам өз әйелі туралы мұндай сөздерді естігісі келмейді. Ол Сын Джумен үйде кездесуді жоспарлап отыр. Бірақ ол шаршап ұйықтап жатыр. Сосын Сын Джудың анасы оған ызым жазып жатыр. Тіпті анасы оны шектен шығып кетті деп ойлайды. Ол Сын Джуға Бенге зиян тигізбеу керектігін ескертеді. Мұны және қауесетті естіген Петр Сонг Джуға күмәндана бастайды. Оның әйелі шынымен бірдеңені жасырып жүрме? Содан бері ол оған салқын қандылықпен қарады. Ол тіпті әр кеш сайын жұмыста кеш қалады. Сонг Джу бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды. Ол Чи Йеннан бұл істі Питерге айтты ма деп сұрайды. Бірақ Чай Юль ешкімге айтпағанын анық айтады. Питер бұл туралы ойлана береді және одан сайын күдіктене бастайды. Питер Дон Хи мен Беннің бізге кешкі асқа келгенін есіне алды. Сонг Джу мен Беннің бір тағамға аллергиясы болған. Бұл шынымен кездейсоқтық болуы мүмкін бе? Оның теориясын тексеру үшін ол өзін газ инспекторы етіп көрсету үшін біреуді жалдайды. Олар Беннің тіс щеткасын жуынатын бөлмеден жасырын алып шығады. Питер олардың тіс щеткалары мен ДНК сынамасын жасауды шешеді. Жақында сынақ нәтижелері шығады. Бұл олардың ана мен бала екенін көрсетеді. Енді ол шындықты қабылдауы керек. Ол сене алмайды. Ол бәрінен де жақсы көретін әйел оны алдады. Сонг Джу оны азаптан қорғау үшін жасырғанын айтады. Ол одан бірге өткізген бақытты кездерін еске алып, ең болмағанда осы жолы кешіруін өтінеді. Мен сені шынымен кешіре аламын деп ойлайсың ба? Ешқашан. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Питер уайымдап жатыр. Оның ата-анасы күйзелісті жеңе алмайды. Ол оларға ештеңе айтпауды шешеді. Бірақ ол Сонг Джуға ата-анасының үйіне қайтуын айтады. Уақыты келгенде ажырасуды сұрайды. Сонг Джу шошып кетеді. Ол оған тағы бір мүмкіндік беруін өтінеді. Сонымен қатар, егер ол кенеттен үйіне оралса, адамдар бір нәрседен күдіктене бастайды. Бірақ Питер дәл қазір бұл туралы ойламайды. Ол Сонг Джуға қарап, күйеуін көргенде жиіркеніп, әлі де ашуланады. Сонг Джу алдымен кетуге бел буады. Бірақ ол мұның бәрін өз өміріне жіберуден бас тартады. Үйде Сонг Джу бәрі жақсы сияқты әрекет етеді. Оның дәл қазір қолынан келетіні туыстарына жақсы қарау. Ол күйеуі бір күні өз ойын өзгертеді деп үміттенеді. Питер мұны көреді, бірақ ештеңе айтпайды. Ол жай ғана бұрылып, жоғарыға көтеріледі. Сын Джу сөйлескісі келіп, олардың бөлмесіне еріп барады. Бірақ Питер жаңа ғана сатқындыққа ұшырады. Ол оның не айтқысы келетінін естігісі келмейді. Одан да сорақысы, бір күні ол жалғыз басты анаға тұрмысқа шыққысы келгені үшін Чай Йенға күлді. Енді ол бұл баланың өз әйелінің баласы екенін біледі. Бұл ой Петерді әбден қорлық сезінеді. Ол Сын Джудың тастап кеткен ұлын көргенде қалай сабыр сақтағанын түсіне алмайды. Сын Джу баланы тастап кеткенде оның барлық естеліктерін ұмытып кеткенін айтады. Петрдің әйелі туралы айтқан бұл сөздері одан сайын таңғалдырады. Петрдің анасы Мери олардың арасында бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды. Ол бірдеңе болды деп күдіктеніп, жоғарғы қабатта тексеруді ұйғарады. Ол кездейсоқ олардың әңгімесін естіді. Ол ашуланып, Сонг Джудан не болып жатқанын сұрайды. Сонг Джу сөйлеуге тым қорқады. Сонг Джу сенсің. Сен Биннің нағыз анасысың. Бұл рас па? Сен Дон Хидің ұлының биологиялық анасысың. Дұрыс па? Ұлының растауын естіген Меридің ашуланғаны сонша, ол үндеместен есінен танып қала жаздады. Ол келінінің жүрегіне пышақ сұғып алды. Ол Сонг Джуға айқайлап,
оны жаман әйел деп атады. Содан кейін Петрдің әкесі ішке кірді. Петрдің анасы күйеуіне мына жаман әйелді қуып шығуды бұйырды. Соң Джу тез тізе бүгіп, олардан жалбарынуды өтінді. Бірақ ол қанша түсіндірсе де, отбасы оны әлі де жек көреді. Ақыры оны үйден қуып жібереді. Мери оған енді ешқашан бетпе-бет келмеуін ескертеді. Әйтпесе келесі жолы бұл жай ғана шапалақ емес. Жаман әйел ақыры өзіне лайықты нәрсені алады. Ол тастанды және дәрменсіз болудың қандай екенін білу керек. Келесі күні ол әдеттегідей киініп жұмысқа кетеді. Бірақ Питер онымен таныс емес сияқты әрекет етеді. Ол онымен сөйлесуге де әуре болған жоқ. Бірақ мұның бәріне оның өзі кінәлі. Ол не істей алады? Сол күні кешке ол тағы да Петрдің ата-анасының үйіне барды. Ол мас күйеуінің көліктен түсіп бара жатқанын көрді. Ол оған көмектесуге тырысты, бірақ жай ел бірінші болып шықты. Мас Питер ойында не бар екенін айтып жатыр. Ол соң Джудың одан ешқашан жүкті болмағанына қуанышты. Әйтпесе не істерін білмей қалады. Бұл соң Джуды ойландырады. Ол күйеуін қалай қайтаруға болатынын ойлап жатыр. Ол жүктілік сынағын қолдан жасап жатыр. Питер онымен ажырасуға дайын болды. Бірақ кенеттен оның баласы болды. Осыған байланысты ол не істерін білмей абдырап қалды. Ол сын Джудан ойлануға біраз уақыт беруін сұрайды. Бірақ ол осылай жалғастыру керектігін біледі. Сын Джу таңертең кеңседе ауырып қалғандай кейіп танытады. Ол жұмыстағы барлық адамдардың оның жүкті екенін білгенін қалайды. Осылайша күйеуі енді ажырасу туралы айтпайды. Ол үйде бетін жоғалтқысы келмейді. Питер бұл туралы анасына айтады. Ол ажырасуды тоқтатуы мүмкін дейді. Бірақ Петрдің анасы мұндай келінін қабылдаудан бас тартады. Әйтсе де, бұл оның өз баласы. Петрдің анасы сияқты жүрексіз болуы мүмкін емес. Бір таңқаларлығы, төраға ұлының шешімін қолдайды. Ол Питерге соң Джуды ертең үйіне алып келуін айтады. Соң Джу телефон соққанда қатты қуанды. Ол Питерге бұрынғыдан да жақсы жұмыс істейтініне уәде береді. Бірақ соң Джудың анасы қызы үшін алаңдайды. Ол оның қателескенін қаламайды. Тоқтауға әлі кеш емес. Бірақ соң Джу өз шешімін қабылдады. Ол байдың әйелі болудан бас тартпайды. Егер ол Питер бұл туралы білмей тұрып жүкті болып қалса, бәрі бұрынғы қалпына келеді. Бірақ ол бәрін тым жеңілдетеді. Петрдің анасының ренжігені сонша, ол ұйықтай алмайды. Оған бірдеңе дұрыс емес сияқты. Неліктен соң Джу дәл қазір жүкті болып қалды. Оның ойынша, бұл қандай да бір қулық болуы мүмкін. Ол Питерге соң Джуға қайта қоңырау шалуын айтады. Ол оны ауруханаға тексеруге апаруды шешеді. Соң Джу басқа жүкті әйелдің кейпіне енуін ұйымдастырып қойған. Бірақ жарты жолда оған күтпеген жерден телефон соғылды. Жүкті әйел қазір келе алмайтынын айтты. Соң Джу үрейленіп, не істерін білмей отыр. Оның өтірігі ашылғалы тұр. Ол тез арада сылтау ойлап тауып, енесіне дәретханаға бару керектігін айтады. Петрдің анасы оның ешқандай қиындық тудырмайтынына сенеді. Сын Джу жуынатын бөлмеден біреуді табамын деп үміттенеді. Бақытымызға орай, ол жүкті әйелді тауып алады. Сын Джу оған бас тарта алмайтын мәміле ұсынады. Ол бәрін түсіндіріп болған соң сыртқа шығады. Мериге кенеттен шұғыл қоңырау түседі. Ол дереу кетуі керек. Ол ештеңе білмейді. Мұның бәрі сын Джудың жоспарының бір бөлігі. Мери кейінірек қайтып келгенде, ол кетіп бара жатқан жүкті әйелді сағынып қалады. Келінінің жүкті екенін растағаннан кейін, Меридің онымен келісуден басқа амалы жоқ. Соң Джу сол түні сексуалды пижама киді. Ол Питерден тезірек жүкті болғысы келеді. Бірақ Питер оған біртүрлі салқын қарайды. Тіпті әртүрлі бөлмелерде ұйықтауды ұсынады. Соң Джу тағы да таңертеңгі ауруды сезінеді. Ол Петрдің оған қамқор болғанын қалайды. Питер оған қамқорлық жасау үшін қалады, бірақ құлықсыз. Осы уақытта Че Йен мен Дон Хи үйленбекші. Бөлмеде Бенмен ойнап жүргенде Че Йен таң қалдыратын құпияны ашады. Ол бірнеше жыл бұрын кездейсоқ өлтірген адам Дон Хидің ағасы Джек болатын. Ол Дон Хиді жоғалтып алудан қатты қорқады. Ол Дон Хиге шындықты айтудан қатты қорқады. Бірақ ол кезде Че Йеннің кінәсі болмаса да, ол әлі де апатқа ұшырады. Оның апаттан кейінгі алғашқы ойы полиция шақыру болды. Бірақ Питер қатты қорқып, оны тоқтатуға тырысты. Питер Шаулды сендіре алмады. Сондықтан оны нокаутқа жіберді. Шаул қайтадан есін жиған кезде, төрағаның әйелі Мери ұлын қорғау үшін өз өмірін қиямын деп қорқытады. Шаулдың қоқан-лоққыларына мойынсынудан басқа амалы жоқ. Мери жәбірленушінің отбасы Дон Хи екенін білгенде, ол шошып кетеді де, Че Йеннан мұны құпия ұстауын өтінеді. Бірақ Че Йен бұл кінәні жылдар бойы көтеріп келеді. Ол Дон Хиден кешірім сұрап, одан кешірім сұрауға шешім қабылдады. Бұл арада Мери Питерді қорғағысы келеді. Сондықтан ол бәріне Чайолды кінәлауды жоспарлап отыр. Сен не туралы айтып тұрсың? Сен Петрдің көлік жүргізгенін білесің ғой. Сенде қандай да бір дәлел бар ма? Чайол Меридің мұндай сөздерді айтқанына сене алмайды. Тіпті ол өзінің туған ұлы болмаса да, ол соншалықты қатыгез болмауы керек. Питер соң Джудың бұрынғы күйеуі Джекті өлтіргенін біледі. Ол кенеттен оның алдында өзін кінәлі сезінді. Қателігінің орнын толтыру үшін ол өткенді ұмытып, соң Джумен бақытты өмір сүруді шешеді. Бірақ ол мұны білмейді. Соң Джу жүктімін деп өтірік айтты. Тезірек жүкті болу үшін соң Джу ауруханаға тексерілуге барды. Бірақ дәрігер оның босану кезінде инфекцияны жұқтырғанын айтты. Бұл оның қайтадан жүкті болуын қиындатады. Бірақ күйеуі ерте ме, кеш пе жалған жүктілік туралы біледі.
Енді оның амалын табудан басқа амалы жоқ. Ол шындықты жасыруы керек. Ол баспалдақтан түскенде екіленеді. Ол ақыры шешім қабылдады және бұл қадамға баруға шешім қабылдады. Ол өз өмірін қатерге тігіп, баспалдақтан құлап жатыр. Оның әріптесі көргеніне таң қалды. Сонг Джу ішін ұстап, баласын шақырады. Жақында жедел жәрдем келеді. Мери компанияға тексерілуге келгенде, Сонг Джу ауруханаға бара жатқан болатын. Ол Меридің қоңырауларын әдейі елемеді. Өйткені оның жоспары орындалып қойған. Питер бұл туралы біліп, Сонг Джуды үйіне қайтаруға асықты. Ол бөлмеге кірген бойда бірден заттарын жинай бастады. Содан кейін ол күйеуінің көзінше жәбірленушіні еркелетеді. Ол қазір бала жоқта осында қалуға құқығы жоқ екенін айтады. Бірақ Питер оған демалуды бұйырады. Ол бұл мүмкіндікті пайдаланып, оны қуып жібермейді. Кейінірек Сонг Джу кездейсоқ Петрдің анасымен сөйлескенін естиді. Ол бұрынғы күйеуін қағып кеткен жүргізушінің шын мәнінде оның қазіргі күйеуі екенін біледі. Петрдің анасы оны тезірек ажырасуға көндіреді. Бірақ Питер оны қазір тастап кетуге тым кінәлі сезінеді. Ол оны дәл қазір қуып жібермейді. Сонг Джу үрейленіп, кездейсоқ шу шығарды. Бақытымызға орай, ол уақытында жасырынып қалды. Ал Петр ештеңені байқамады. Бірақ Мери бұл мүмкіндікті жіберіп алмайды. Келесі күні төраға мен Питер жұмысқа кеткен соң, Мери келінін үйден қалай шығаруды жоспарлай бастады. Дәл осы сәтте күтпеген жерден дәрігер келді. Ол Сонг Джудың жүктілігін тексерді. Ол Сонг Джудың түсіп тастағаны туралы естіп, оны тексеруге келді. Олар жоғарыға көтерілмекші болғанда, төмен түсіп бара жатқан Сонг Джуға тап болды. Сонг Джу ештеңеден бейхабар және олардың қонақтары бар деп ойлайды. Енесі оның дәрігері екенін айтқанда, Сонг Джу шошып, не істерін білмей қалады. Дәрігер бұрын қараған әйелдің ол емес екенін айтады. Мери енді Сонг Джудың ешқашан жүкті болмағанын түсінді. Мұның бәрі өтірік болды. Ол Сонг Джуды тағы ұру үшін қолын көтергенде, Сонг Джу оның білегінен ұстап алады. Ол енесіне қарсы қолданатын бірдеңе тапты. Ол енді өзін өзі ұстауға мүмкіндік беретін әлсіз қыз емес. Ол қайын енесіне Питермен бірге түсірген жазбасы бар екенін айтады. Бұл жазбамен ол енді енесінің бақылауында өмір сүрудің қажеті жоқ. Бұл жалған жүктілік және түсік. Сіз Питермен басқарма төрағасына айтпайсыз, солай ма? Сен не дедің? Мен Питермен басқарма төрағасының көңілін қалдырғым келмейді. Сондықтан бұл мәселе біздің арамызда құпия болып қала береді. Мен оны түсіндім. Мери ашуланады. Бірақ ұлы үшін ол анасы әлі келмеген деп ойлап, өзін ұстайды. Сонг Джу телефон соғып, оны кешкі асқа шақырады. Бірақ қызының қателігін есіне алып, Сонг Джудың енесімен бетпе-бет келуге ұялады. Бірақ Сонг Джу оны елемей, трубканы қояды. Анасы қобалжып, қызының сәнді үйіне келеді. Мери Сонг Джудың анасына неге баратынын сұрайды. Ол кекештеніп, жауап бере алмайды. Дәл осы сәтте Сонг Джу төменге түседі. Анасы оның қазір енесіне басқаша қарайтынын көреді. Ол қызына өзін жақсы ұстауды тез ескертеді. Бірақ Мери ашуланбайды. Ол шын мәнінде Сын Чумен келіседі. Ол шындықты білгенде, Сын Чудың анасы оған сене алмайды. Ол қызына біраз ақша алып кет деп айтады. Бірақ Сын Чу одан да көп нәрсені қалайды. Оның басты мақсаты бүкіл компанияның иесі болу. Ол көп ұзамай бәрін білетін болады. Ча үйіл тізе бүгіп, кешірім сұрайды. Ол өзінің дұрыс емес таңдауының салдарынан Дон Хені қатты ренжітті. Ол оны ағасы Джекті тастап кеткені үшін жек көреді. Жасалған нәрсе орындалды. Мұны ешбір сылтау түзете алмайды. Енді Донг өзінің ең өкініштісі Ча Енға ғашық болғаны екенін айтады. Мен бұл үшін қатты өкінетінім сонша, бұл мені жынды етеді. Мені ешқашан сүймегеніңді қалаймын. Сонда ол соншалықты ауыртпас еді. Бұл өлгендей ауырады. Донг ол енді Че Енмен қала алмайды. Ол онымен қиналып ажырасады. Че Еннің жүрегі пышақталғаннан гөрі қатты ауырады. Ол мұны қаламаса да, оны тоқтатуға құқығы жоқ. Келесі күні Дон Хи Че Еннің ағасын тауып алады. Ол оған полицияға берілуге мүмкіндік бергісі келеді. Бірақ Питер оған бұл істі тоқтатуды бұйырады. Оның айтуынша, Че Ен зардап шегетін адам болады. Олардың анасы Мери Че Енға кінәні өз мойнына алуға мәжбүр етеді. Дон Хи бүкіл отбасының өзімшіл екеніне сене алмайды. Бірақ ол олардың істегендері үшін төлейтінін біледі. Дон Хи ағасының басынан өткен апаттың дәлелін табу үшін барын салады. Ол апатқа ұшыраған көліктің жүргізушісін іздеп жатыр. Көп күш жұмсағаннан кейін ол анасынан бақылау камерасын тартып алады. Бірақ Меридің адамдары айғақтарды сақтап қалу үшін оның артынан қуады. Ол ойланбастан көшенің арғы бетіне жүгіреді. Че ел оны құтқару үшін өз өмірін қатерге тігеді. Бақытымызға орай Донгтың жағдайы жақсы. Бірақ Че Ен соққыға жығылып, жолда ес-түссіз жатыр. Шан Донг ақырын Че Енға жақындап келеді. Ол шарасыздықтан оның атын айқайлап жібереді. Жүргізуші тез арада жедел жәрдем шақырады. Көп ұзамай Че Ен ауруханаға жеткізіледі. Дон Хи жүрегінде үнсіз дұға етеді. Ол оның жақсы болуын өтінеді. Төрағаның отбасы ауруханаға асығады. Операция жақын арада аяқталады. Дәрігер оның әлі ес-түссіз жатқанын айтады. Олар оның оянатынын айта алмайды. Мұны естіген Донг есінен танып қала жаздады. Барлығы Че Енға қонаққа бара жатқанда Мериге телефон соғылады. Біреу оған
оған двер бар екенін айтады. Питер анасының телефонмен сөйлескенін естіп қалады. Ол Че Йеннің жарақаты анасымен байланысты екенін біледі. Ол ашуланып, одан неге бұлай істегенін сұрайды. Бірақ Мэри әлі де ештеңе істемегеніне сенеді. Ол Питерге өзін кінәлі сезінбеу керектігін айтады. Егер Че Йен Дон Иді құтқаруға тырыспаса, мұндай жағдай болмас еді. Ол сондай-ақ қазір оның дәлелдері бар екенін айтады. Сондықтан Питер түрмеге жабылады деп алаңдамауы керек. Мұны естіген Питер мұның бәріне өзі кінәлі екенін түсініп, қатты кінәлі. Ол анасының ол үшін қателесуіне жол бере алмайды. Ақыры ол батылдық танытып, кінәсін мойындап, полиция бөлімшесіне келді. Бұл тым кеш болуы мүмкін, бірақ ол өз қателіктерін түзеткісі келеді. Ол 8 жыл бұрын жол апатына қатысты барлық нәрсені мойындайды. Бұл арада Дон Хи өзін жалғыз сезінбеу үшін күндіз-түні Че Йеннің қасында қалады. Ол ешқашан оянбаса да, ол оған үйде қарауды жалғастыруға ант береді. Питер Сонг Джудан ажырасуды сұрайды. Ол қатты қорыққан күн ақыры келді. Питер олардың қарым-қатынасы әрқашан жойылатынын айтады. Бірақ Джудың ұлы әлі күнге дейін бір-бірін жақсы көреміз деп өтірік айтады. Сен мені шынымен жақсы көрдің бе? Әрине, мен сені қазір де жақсы көремін. Егер сен мені шын сүйсең, менімен ажырас. Сын Джу, егер ол барудан бас тартса, күйеуі оған көмектесе алмайды деп ойлайды. Бірақ ол қыңыр енесін ұмытады. Сонг Джудың жабысып қалғанын көрген енесі қызметшіге заттарын жинауды бұйырады. Сонг Джу жұмыстан жаңа ғана оралды. Оның заттары қақпаның сыртына лақтырылғанын көрді. Ол ішке кіріп, себебін сұрамақ болды. Бірақ енесі есіктегі кодты өзгертіп қойған. Ол қағып, айқайлай береді. Бірақ енесі оған мән бермейді. Ол естімегенде кейіп танытады. Қыңыр келінін қатал ене ғана көтере алады. Сонг Джу бәрін жоғалтады. Осы уақытта Дон Хидің қамқорлығының арқасында Че Йен ақыры ауруханада есін жиды. Дон Хи бір ғажайыптың болғанына сене алмайды. Ол сөйлеуге тым қатты қуанды. Осының бәрінен кейін төрағаның әйелі өз қателіктерін түсінді. Ол Че Йенға жасаған ісіне өкінеді. Ол одан шын жүректен кешірім сұрайды. Че Йен анасының оған алғаш рет осылай жылы сөйлегенін естиді. Бәлкім, бұл оның бала кезінде аналық махаббатының жоқтығынан болар. Тіпті оның жай ғана қамқор сөзі оны керемет бақытты етеді. Дон Хи Че Йеннан неге ол үшін өз өмірін қатерге тіккенін сұрады. Өйткені Че Йен үшін Дон Хидің өмірі оның өмірінен де маңыздырақ. Дон Хиге деген сүйіспеншілік оның ешқашан өкінбейтін жалғыз нәрсесі. Дон Хи де оны өміріндегі ең маңызды адам деп санайды. Онда бәрін басынан бастайық. Мен сені жақсы көргім келеді және үйленгеннен кейін бірге тұрғым келеді. Бұл жұп балайынан жаңа ғана оралды. Че Йен қарсы тұра алмай, бөлмеде ғашық, көгершін сияқты әрекет етеді. Олар бірге өткізген әрбір жағымды және бақытты сәттен ләззат алады. Бірақ бұл жерде ең сәтсіз сәтте енесі кіреді. Үшеуі де өздерін жайсыз сезінеді. Енесі Донг Хиге оның заттарының дайын екенін тез айтады. Ол олардан киімдерін ауыстырып, кешкі асқа түсулерін сұрайды. Беннің де өз бөлмесі бар. Донг онсыз бен қорқып кетуі мүмкін деп алаңдайды. Бен Dreamcatcher фильмін көрсетеді. Егер сіз оны қабырғаға іліп қойсаңыз, ол барлық жаман армандарды қуып жіберетінін айтады. Түнде Бен оны әке деп атайтын болса, Че Йен өзін бақытты және қуанышты сезінеді. Ол Бенге өзінің туған ұлындай қарауға және оған 1000 есе көп махаббат сыйлауға уәде береді. Дон Хи мен Бен отбасына қосылғанда үй жандана түседі. Кешкі ас үстінде Че Йен әйеліне тамақ беруді жалғастырады. Тіпті енесі де аздап қызғана бастайды. Ол да өзін жас әрі бақытты сезінгісі келеді. Сондықтан күйеуіне қызмет ету үшін қасық береді. Бірақ төраға оны жиіркенішпен итеріп жібереді. Бұл енені 2 есе ұятқа қалдырады. Көп ұзамай ол Дон Хиге жүктілік сынағын әкеледі. Өйткені ол кеше түнде Дон Хидің қолында алтын шабдалы ұстап тұрғанын армандаған. Бұл отбасында бақытты нәрсе келе жатқанын білдіреді. Аға ұрпақтың тәжірибесіне оның анасы мен әйелінің қаншалықты бақытты екенін көргенде әрқашан сенуге болады. Че Йен қарапайым жігіт болғандықтан не болып жатқанын әлі де түсінбейді. Бұл жүктілік сынағы. Сонымен, жүктілік сынағы дегеніміз не? Бұл тағы не болуы мүмкін? Ол әйелдің жүкті екенін тексеруге арналған. Ол өзінің әке болатынын білгенде, Че Йен толқып, әйелін қолына алады. Ол қуаныштан оны құшағында айналдыра жаздады. Жаңа сәби отбасына соншама бақыт әкеледі. Басқарма төрағасы тіпті Дон Хиге арнайы аяқ киім сатып алады. Осы махаббаттың бәрінен Дон Хи өзін аздап күйзеліске ұшыратады. Че Йен өзінің мінсіз күйеу екенін дәлелдеді. Жүкті әйелдердің аяқтарының ісінуі мүмкін екенін естіген, ол оған күнделікті массаж жасай бастады. Бар болғаны 2 ай өтті. Ал Дон Хидің мерзімі бітуге жақын. Ол әсіресе жаяу жүргенде де абай болу керек. Бір түнде ол кенеттен асқазанының қатты ауырғанын сезді. Дон Хидің реакциясын көрген Че Йен тез киініп алды. Ол Дон Хидің төмен түсуіне ақырын көмектесіп жатыр. Ол да ата-анасын оятуға шақырады. Че Йеннің даусын естіген қарт ерлі зайыптылар бірден төсекке отырады. Төраға көлікті іске қосу үшін үйден жүгіріп шығады. Че Йен анасынан Бенмен бірге үйде болуын сұрайды. Ол әкесі екеуі Дон Хиді ауруханаға апарады. Бұл хабарды естіген апай да оларға асығады. Бүкіл отбасы перзентхананың кіреберісінде тағатсыздана күтіп отыр. Че Йен әйелінің қасында қалып,
оның көңілін көтеруді жалғастыруда. Дон Хидің қиналып жатқанын көріп, Чейеннің жүрегі ауырғанын сезеді. 4 сағаттық күш-жігерден кейін нәресте ақыры аман есен дүниеге келді. Дәрігер оларға оның қыз екенін айтты. Дон Хи мен сәбидің аман есен екенін естіген соң, отбасы ақыры босаңсыды. Өйткені Шеол босанудың әйеліне қаншалықты қиын екенін көріп отыр. Осы сәттен бастап, ол бала күтімі бойынша міндеттерді өз мойнына алады. Тіпті бұл туралы сұралмаса да, олар енді алғашқы махаббаттан ләззат алмаса да, олардың берік некелері айналасындағылардың оларға тәнті болуына себеп болады. Біз өмір бойы іздеген нәрсе, бұл жай ғана жылы және сенімді үй. Олардың басынан өткергендерінің бәрі кездесуден ғашық болғанға дейін, өмірінің соңына дейін есте сақтауға тұрарлық.